Менің есімім Исмаил Құламболат. Интернет маркетинг саласында жұмыс жасап жүрмін. Барлықтарыңызға алдымен келгендеріңіз үшін барлықтарыңызға рахмет. Бүгінгі біздегі тақырыбымыз интернет маркетинг саласы. Қазіргі таңда осы интернет маркетинг саласына айналысып жүргеніме жарты жылдан астам уақыт болды. Өздеріңіз білетіндей, интернет күнде даму үстінде, күнде жаңа интернеттің жаңа түрлі құралдары шығып жатыр, реклама жасайды. Солар бойынша бүгін сіздерді таныстыратын боламын. Және де өзімнің немен айналысқанымды, осы күнге дейін мен өзімнің кәсіпте жүргеніме бір жылдан астам уақыт болды. Бір жылдан астам уақыт болды. Кәсіпте айналысып жүргеніме сол кезде мен өзімнің 10 шақты стартап жобаларым болды. Олардың бір-екеуі студенттік деңгейде біраз жетістікке жетті деуге болады. Біраз жерлерді бағындырдық. Ал бұлай коммерциализация жағынан біраз кедергілерге ұшыраған жағдайларымыз да бар. Алғашқы біз осы күнге дейін жасаған жобаларымыз артынан жүгіріп, өзімнің тәжірибеммен бөлісіп өтетін болсам алдымен. Біз осы 2016 жылдың сәуір айынан бастап Туынды медиа деген команда құрылдық. Жігіттермен осы бірге өзім биыл бітірдім, сол 3-ші курстың соңына қарай құрылдық. Сол кезде біз алғашқы жобамыз ауыл KZ болатын. Ауылдың барлық өнімдерін интернетте жариялайтын портал. Ол сайтты біз тестовый ретінде 10 күннің ішінде жасап шығарып, сол проектіге өзіміз жүгіріп контент толтыра бастадық. Ол жерде біз өте қызықты оқиғалар болды. Ол жерде бұларды мен не үшін айтамын? Бұл жерде кез келген, мен өзім көптеген кәсіпкерлермен қазіргі таңда араласып жүрмін, бірақ оларда енді бастап жатқандармен де, біраз жетістікке жеткендермен де араласып жүрмін, бірақ та барлығында жетістікке жеткендер мен жетістікке жетпегендердің басты айырмашылығы бізде. Олар жетістікке жеткен кісілер барлық түрлі варианттарды, барлық нұсқаларды қарастырып көреді осы бір бизнестегі бір шешімді табу үшін. Соны қалай мен жетістікке жеткіземін? Бизнесті жүргізу үшін. Сол бойынша өзінің барлық қадамдарын жасап көреді. Сол арқылы өзінің үлкен бір деңгейге жеткізе алады да, солай шешім табады. Біз де өзімізше ауыл KZ-ге, мысалы біз ауыл KZ деген проектін жасадық. Ол айттым жаңа 10 күн дейін уақыт алды бізде сол тестовый вариантын жасауға. Сөйтіп те оны нарыққа ұсынып бастадық. Қалай ұсынамыз? Ауылда интернет жоқ, нашар да ауылда интернет. Біз ол кезде интернет маркетингтің жолдарын шыны керек білген жоқпыз. Бірінші жылдарында біз бастадық ауыл KZ жобасын, бірақ біз жетістікке жететін қадамдарды көбірек жасадық деп ойлаймын. Өйткені біз барлық көптеген варианттарды қарап көрдік. Оның өзінің бір жеткен табыстары, жетістіктері болды. Оны айтайын бірінші. Біріншіден бізде жанымызда Жетісайдан келген бір жігіт болды. Жетісайды ауылда қауын қарбыз, мақта, сондай заттардың барлығы мысалы Жетісайда орналасқан ғой бізде. Бүкіл Қазақстанды сол Мақтаарал ауданы қамтамасыз етіп тұр деуге болады. Біз бірінші сол жерден бастайтын болып шештік. Сонымен ауылға бардық. Өзімізше формаларды, баннерлер дайындап алдық та, бүкіл ол жерде 20 шақты ауыл бар екен. 20 шақты ауылдың шыны керек 10-нама таратып, көп жерден көше-көшелерін өріп тастадық. Өте көп қызықты оқиғалар болды ана жерде. Сол дихандардың барлығының контенттерін жинадық. 30 түрлі диханның несін алып, солардың барлық өнімдерін сайтқа жариялап тастадық. Бірақ бізде ойламаған нәрсе, сайтқа клиентті, сол сайттан мысалы, мына сайт бізге пайда әкелу үшін біз оған көптеген адамдар жұмылдыруымыз керек. Сонда біз осы сайт арқылы адамдар ауылдың өнімдерін тұтынып жатса, сол кезде бізге пайда түседі да бұл жерде. Негізінде біз бұл жерде осы ауыл KZ жобасын жүргізіп жүрдік, сол кезде бізге әкімшіліктің көзі түседі. Әкімшіліктен біздің жаңалықтарды байқап қойған ба, осындай біз Алматыдан келдік деп жазып қойған болатынбыз неге баннерге. Алматыдан келдік, осындай сайт жасадық деп барлық жерге тастағанбыз, сөйтіп әкімшіліктің адамдары көріп қалған, сол аудандық әкімшіліктің. Солай бізге олар біздің контакт бойынша бізге шығады, әкімшілікке шақырады өздеріне. Сосын сол жерге барамыз, сол әкімшіліктің сол сайтқа жауапты бөліміне жібереді бізді. Сонымен барамыз, сөйтсек, дәл сол моментте сол бүкіл Мақтаарал аудан бойынша орналасқан 20 түрлі ауылға сайт керек болады екен. Сол тендер болады екен сол жерде. Ол жерде шамамен 20 ауыл, ол жерде 200 мыңға ойнатып отыр екен. 200 мыңнан төмен болса тендерсіз береді екен. Сөйтіп біз алдық, давай 150 дедік. Сайт сол кезде сол шамаға жасап жүрдік. Сонымен 20 түрлі сайт алдық.
сонымен осындай тапсырысты орындап бастап жібердік. Бұл бір жетістігі болды да, мысалы біздің ауыл кезекті жүргізбей, мысалы осы қалада жасадық, технический жағын біз білеміз де, оны жасадық, бірақ оны халыққа көрсетуіміз керек қой. Халыққа көрсеткен кезде біз қалай көрсетуді білмедік, бірақ біздің жасаған нәрсеміз нәтиже шығаруға тырыстық. Түбінде өзіміздің бір өнімді жасап кеттік та, өзіміздің услугамызды ұсынып, басқа жағынан осыны пайда алып кеттік та. Сонда бұл жерден ұғатынымыз кез келген бір бизнес идеяны, бұл тек қана сайттың көлемінде емес, сайтты негізі үлкен компания ретінде қарастыруға болады да. Өйткені қараңыздар, мысалы колеса KZ бір үлкен компания өзінің бюджеті бар, Криша KZ біріккен компаниялар барлығы. Сол сияқты бір үлкен компания болатын нәрсе, біз осыған күш салуымыз керек еді, барлық жағынан. Бізге енді ол жерде ол кезде бізде тағы бір кемшілік, инвестицияны қалай тарту, кімге шығу, сол жағынан бізде проблема болды да. Қалай шығамыз, инвесторды қалай тартамыз өзімізге. Ол сұрақ болды. Кейін бізде жанымызда бір жігіттер болған, инвестор тартты, бірақ олар қалай тартқанын біз түсінбей қалдық да. Сондықтан біз білімнің жетіспеушілігі ғой негізі керетіні. Кейінгі жобамыз. Жаңа мынау бізде ауылдарда жүргеніміз, сол қауымдарды балалармен қауым барлығын аралап жүрген кезіміз. Поле бар сол жерде. Бұл жаңа ауыл KZ жобасы болатын. Дәл сол уақыт моментінде біз тағы параллельно, біз программистпіз ғой барлығымыз командадан. Ол кезде мықты программистер болды бізде. Қазір енді сол маркетинг жағына ауысып кеттік, оны кейін деп айтамын. Біз сол моментте параллельно екінші жігіт, ауыл KZ мен жасаған болатын, кейін жанымда бір жігіт болды тағы да мықты. Ол жігіт мынандай for hotels для отелей дейді, сондай отельдерге арналған жобаны жасап едік, автоматизациясына. Автоматизация, яғни кірген ресепшнде, мысалы бізде Қазақстанда көп жерде сондай екен. Біз оны зерттеп көрмедік негізі басында. Ойладық, сондай керек шығар дедік. Рынокты зерттеу деген ондай жоқ. Ойладық, өзіміз проблема көрдік. Бір жерлерге барасын, тіркелу керек, оның барлығы парк қолданады деп ойладық та, өзіміз ойша. Олардан барып сұраған жоқпыз да, рынокты анализ жасаған жоқпыз. Барып сұраған да жоқпыз да, кімге не керек жүргіз, өзіміз ойша барлығы. Алдықта for hotels KZ жасауға кірісіп кеттік, өзіміз тех заданиясын жазып алдық. Тех задания деген түсінбейтіндер бар шығар мұнда. Тех задания деген сол неге отельдің несі. Сол отельге не керек, соның барлық функционалдарын бәрін жазу. Мысалы аты жөні, кірген бөлмесі, бөлмелердің тізімі, этаждар, өздерінің люкс, сол бөлмелердің түрлері, соған өзіміз ыңғайладық. Примерно сондай болу керек деді, жазып салдық. Сонымен оның разработкасын бастап кеттік. Бұл бізде ауыл KZ жауып, жаңағы тапсырыспен айналысып бастаған кезімізде осыған кіріскен болатынбыз. Ол алдыңғы жылдың шілде айынан еді ғой деп шақырсам. Сол қонақ үйге жиналады. Нені жүйені жасадық. Жасап ол тағы да проблема бізде. Тағы да ол проблема біздегі. Тағы да мысалы қонақ үйлерге прямой қалай шығамыз. Бұл жерде сектор B2B деп аталады да. Мысалы бизнес to бизнес. Мысалы біз оны біз жай қарапайым халыққа сата алмаймыз ғой, for hotels'ты. Оны біз тікелей қонақ үйдің басшыларына, сол жердегі LPR-лерге, яғни личность принимающий решение дейді ғой, соларға прямой шығуымыз керек та. Сонымен өзіміз for hotels'ты зерттеп отырып, жаңа бизнес молодостың, гениус маркетингтің холодный звонокты қалай жасайды, соған ыңғайланып бізде өзіміз холодный звонокқа кірістік. Шықтық, мысалы, елерден ресепшнді айналып, LPR-ге өту, сол барлық қадамдарын қолдандық, LPR-ге өтеміз, кездесуге дейін бардық. Бірақ біздің продукты жаңағы айтқандай біз немен жолдадықпыз ғой. Мысалы, қонақ үйге шынымен осы функционал керек па, керек емес па? Біз соны сұраған жоқпыз да. Сөйтсек, бұл жай ғана несі екен. Олардың кестелері, қолмен жасап тұрған кестелерінің өзі қайда мықты екен да. Біздің ішінде жетіспейтін нәрсе көп болды. Сонымен олардан тағы да фидбэк алдық, кері байланысты алып алдық. Қонақ үй басшылары. Кейін тағы да бізде контакт болды сол кезде. Мысалы, бізде Мақтаарал ауданының әкімшілігімен жақсы контакт болды да. Енді ойладық, қалаға өтпейді тісіміз, яғни проект қалаға өтпейді. Демек бізге не істеу керек? Демек біз ауылға барып, ауылдағы қонақ, мысалы жаңа аудан орталықтарында қонақ үйге өткізе аламыз дедік осыны. Оларға точно керек дедік. Шынымен сол ойлағанымыздай болды. Сонымен біз жаңа әкімшіліктегі кісілерге хабарластық, айттық, біз осындай проект жасадық. Осыған бізге қонақ үйдің басшыларымен жиналыс өткізіп берсеңіздер, жиналыс ұйымдастырып берсеңіздер деп барлығына. Сонымен ол жерде қонақ үйдің басшылары болды. Сонымен
қонақ үйдің басшылары, сонымен қатар сол жердегі барлық аудан көлеміндегі көптеген бизнесмендер жиналды сол жерде. Біздің клиенттер, примерно солар клиенттер болып қалу адамдар. Сөйтіп қонақ үй басшыларымен жиналысқа бардық. Осылай өзіміздің презентацияны қорғадық, ана жерде шайын ұйымдастырып жіберіп. Сонымен қонақ үйдің басшылары тыңдап отыр, біз жобаны қорғадық бұл жерде. Олар кәдімгідей қызықты. Олар үшін бұл жаңалық болды, үлкен жаңалық болды. Өйткені ауылға енді сол аудан орталықтарына қарай сайт туралы мәлімет енді барып отқан кез екен ол кезде. Жаңа айттым ғой, ауылдардың барлығына сайт керек деп мемлекеттен бұйрық шыққан. Ауыл бизнесмендерінің барлығы сол бойынша танысып қалған. Естіп, сайт деген нәрсе бар екенін, мысалы программа обеспечениенің көмегімен көп нәрсені жеңілдетуге болатынын сезінген да сол кезде. Қонақ үй басшыларымен жиналыс жасадық. Солай біз 3 қонақ үйге саттық сол жерде. Бұл продукт негізінде абонентский плата бойынша жұмыс жасайтын еді. Мысалы 1 жылға мынанша деген. Сонымен 3 қонақ үйге орнаттық. Жетісайда 2, сол Жетісайда тағы бір кісінің Сарыағаштан келген екен. Сол Сарыағаштағы өзінің қонақ үйін орнатып алды. Тағы да бұл жерде біз ауылдың қонақ үйлерімен ғана шектеліп қалдық та. Бұл жерде ауданның қонақ үйлерімен. Сөйтіп бізде ол жерге кейін білімнің жетіспеушілігі, кейін білесіздер, уақыт ол ақша да. Мысалы біз уақытымызды оған жұмсай алмадық. Неге? Өйткені біз бұны сата алмадық та басқа. Осы жерден шектеліп қалды осы 3 қонақ үймен. Кейін бізде как раз сол кезде менде дипломдық жұмысым осы тақырыпта болды. Қонақ үйлерді басқару жүйесі бойынша. Сонымен мен осы Алматы қаласындағы қонақ үйге хабарластым. Сол Милдом деген қонақ үй шықты. Қонақ үйлердің тізімін қаратқан кезде. Солай мен сол Милдом қонақ үйіне хабарластым. Сол басшысымен сөйлесіп қалдым, сол жаңағыдай неден өттім. Несінен жаңа секретарды алдар емес, сол не істеп, сол бастықпен сөйлесуім керек, сол кезде амалын тауып едім әйтеуір. Сөйттім де секретардан өтіп, сол басшысына тікелей шығып қалдым. Соның номерін де алып алдым ол кісінің. Мен айттым ол кісіге. Осындай мен Казгудың 4-ші курс студентімін. Менің дипломдық тақырыбым осы сіздердің қонақ үйлеріңіздің автоматизациясына арналады дедім да. Мен ол жерде біліп алғым келді, сол қонақ үйде ол 3 жұлдызды қонақ үй болатын, біз үшін жаңа деңгей. Мыналарда жұлдыз да жоқ та. Мынау 3 жұлдызды болатын. Олар өздерінің несін арттырып жатқан, филиалдарын арттырып жатыр, бізде мүмкіндік көп болды. Сонымен мен оған барам, кездесем, жолығам. Жанымда менде тағы бір серіктестерім болды ол кезде осы проект бойынша, бірақ сол келіспеушілік болды арада. Мен айттым, бірінші проекттің ішін біліп алайық дедік те. Бір-екі жігіт сол ішін біліп алайық, сонымен ішін жазайық дедік те. Сол не керек, сол кісі айтсын бізге проектте, не болу керек, соның бәрін айтсын, біз соған керек нәрсені істеп берейік деп. Бір-екі жігіт сол айтып еді, бір кісі қарсы болды да, сол бір-екі жігіт қарсы болып, сонымен солар айтқан істеп. Сонымен сол жерде түсініспеушілік болып, бұл проектін де тоқтатып тастадық. Онымен ары қарай жұмыс жалғаспады. Тағы да бұл жерде ұғынатын сол ғой жаңағы. Бірдеңе жасап көруге ұмтылу да. Нәтиже шығардық біз бұл жерде. Сол 3 қонақ үйді орнаттық, біраз жұмыс жасады олар. Кейін серверде қате болып, олармен келісімшарт бұзуға тура келді. Кейінгі жобамыз Leadmotion деген жобамыз болды біздің. Бұл жобаны біз Leadmotion деген жобамызды бастадық. Ол бізде қанша уақыт алды? Шамамен бір 4 айдай уақыт алды. 4 айдың ішінде жасадық. Сонымен бұған бізде көптеген ұсыныстар түсті. Ол жерде ең маңызды атап өтетін бір 4 миллионға бір кісі сатып аламын деді. Ол сатып алғаны сол жобаны түгелдей емес. Ол тек қана осы Leadmotion деген атын және сол функционалын сатып аламын деді. Біз оны көшіріп өзімізде параллельно қолдана беретін болдық бұл нәрсе. Бірақ бұл жерде бізде проблема тағы да. Ана 4 миллиондық заказ келіп тұр, осыны сатып аламын деп бізден. Бірақ біз сол проектін жасап жатқан кезде проекттен серверіне ашып шығады. Ол программистер түседі серверіне. Мысалы орналасатын жерінде да, сол жерінде қате шықты. Сонымен істеп тұрған звонок істемей қалды бір мезетте. Сонымен бұйырмаған шығар бәрі. Сонымен бұл Leadmotion KZ-ті ары қарай дамыту үшін бізде программистіміз Ресейге оқуға кетіп қалды. Бұл проектті жабылды. Бұл да негізі, мысалы 3 түрлі жобаны айттым қазір. Ол 3 түрлі жобаның өзі 3 түрлі үлкен компанияның аты да негізі. Біз ойлағанбыз осы 4-5 түрлі жоба жасап, холдинг боламыз деп ойладық та. Бірақ құдай қаласа боламыз, бірақ мыналар білім жетіспегеннің кесірінен, білімнің жетіспегендігі, адамдармен көп араласпаудың кесірінен біз бұл проекттердің бәрін жабуға тура келді. Кейін бізде OnTime деген жобамыз, бұл студенттік деңгейде өте үлкен жетістікке жеткен жобамыз. Қазақстанда біз бұны краудфандинг фондтар бізге көптеген ұсыныс тастады.
Start Time деген, бәрі бірге деген сондай краудфандинг фонд да. Мысалы бүкіл мемлекеттер сол жерге саласың өзің жобаңды. Ол біздің Кубик деген жобамыз болды, тайм менеджментке арналған. Ол Кубик өте сол краудфандинг фондтарға өте жақсы өтетін жоба болатын да. Соны Start Time'ға салдық, бәрі бірге салдық, бірақ оларға да тағы клиент тарту керек та. Адамдар кіру керек, көру керек та оны. Не болып жатыр ол жерде, қандай жоба. Соны адамдардың арасында көптеген мысалы Google-дың, Яндекс, Facebook барлығын жарнамалар қосқан кезімізде көптеген трафик тартуға болар еді сол жобаға. Бірақ ол да кейіннен бізде командалық мотивация жетіспеді бір жағынан. Бір жағынан бұл жерде бұл жобадан көптеген жоспарларымыз болды, бірақ бұлда да сол жаңағыдай өзіндік программный қателер шықты да, бұны да тоқтатып жауып тастадық. Бұл жобамен біз Украинаға барып қайттық, бұл жобаның арқасында айтпақшы. Украинадан Киевте біраз осы бүкіл ТМД мемлекеттерінің стартап жобаларымен танысуға мүмкіндік алдық. Өте қызық болды ол жерде. Келесі. Жаңағы мотивация жөнінде айтып кетейін жаңа. Осы жаңағы мен былтырғы нелерім бітті. Былтыр жасаған успешныйға жақын проектлерім осылар болды. Енді құдай қаласа қазір мен нені бастасам. Осы маркетингке қалай келдік? Не үшін маркетингті таңдадық? Қазір интернет маркетингті сол бойынша айта кетейін. Бірінші мотивация. Мотивация дегеніміз ол адамда қалай болады? Қалай ойлайсыздар өздеріңіз? Мотивация деген не? Ең бастысы. Айта кетсеңдер бар ма? Мотивация болған адам егер жері шығып өз істерін білмей жатса, біледі де сол істегісі келмейді. Алға тартатын күш жоқ. Мотивация ол жегеннен күш береді, адам ұрып береді. Мотивацияны қайдан алуға болады мысалы? Мотивацияны алып негізі әр адам өз жолмен алады, әркім әртүрлі біреуге бір сөзбен көмектесу. Мысалы сіз. Ал мысалға маған өз басым талай видеолар көрдім, мотивация беретін де, талай заттар естідім, бірақ та маған мотивация беретін, маған бір ауыз сөз мотивация береді. Өз басыма. Жақсы, тамаша. Жұрттың баласы деген. Негізінде дейді, келесі ғой, ауыстырмайды ол. Мотивацияны көп адамдар осылай айтады. Мынау идея, ақша. Қайсысы деп ойлайсыздар сіздер? Идея. Мысалы, Негізі ақшаға мотивация береді. иә, негізі. Қазіргі заманда құндылықтарды ескеретін болсақ ақша өйткені жалпы адамның қажеттіліктерін ескерген Маслоу теориясы бойынша бірінші ол материалдық қажеттілік керек. Мотивация жасау үшін белгілі бір деңгейде капиталмен өз-өзін қаржыландырып тұру керексің. Дұрыс айтасыз. Тағы да кім қалай ойлайды? Енді әркімге әртүрлі, бірақ мотивация идея болуы да мүмкін. Сол идеяға жету жолы арқылы адамға қаржы да келеді, рухани құндылық та келеді. Мысалы Стив Джобс сияқты атақты кісілер олар ақша үшін жұмыс жасамады, олар идея үшін, қоғамға пайда үшін, өзіндік құндылық қалдыру үшін. Идея да мотивация болуы мүмкін, ал ақша ол қосымша сол идеяң егер жүзеге асса, ақша да болады, құндылық та болады, барлығы болады. Бірақ главный адам өмірге келген екен, артынан бір із қалдырып кету, сондай идея болу керек, адамға пайда тигізу, қоғамға. Халыққа құндылық беріп кету керек. Келесі. Негізінде дейді, көптеген кісілер айтады, көптеген жетістікке жеткен кісілер айтады, шынайы мотивация екеуі де дейді. Идея ақша келу керек та. Идея міндетті түрде ақша келу керек, пайда келу керек. Ал жай ғана пайда таба беру, мысалы, тек ақша таба беру ол адамды бір күн өлтіреді, мысалы, ақша қажеттілігінің барлығы бар да, бірақ сенің ұмтылатын жерің жоқ ары қарай. Идеядан, неден ақшадан тоқтап қаласың да сен мысалы. Ары қарай өсу болмай қалды, мысалы, өзінің барлық хайуани қажеттілігі деп айтады ғой. Мысалы, хайуани қажеттілігін өтеді, ары қарай ешнәрсе қызық емес та адамда. Мысалы, бір кісіні айтады, өткенде бір кісінің әңгімесі қойды осы жөнінде, мотивация бойынша. Айтады да, мысалы, бір досым болды дейді, жақсы оқыды дейді да мектепте. Жақсы оқыды, өте керемет оқыды. Болашақта стипендиялардан ақш-қа барып қайтты. Қазақстанға келді, мысалы, жақсы жұмысқа тұрды, үйленді, бала шағалы болды. Мысалы, барлық жағдай бар да қазір, барлық жағдай болғанда, мысалы, өзінің күнін көре алады да, орта деңгейдегі отбасы болды. Сол отбасыны кейін ары қарай дамытуға, содан кейін ол барлық жағдай жасалып тұр ғой. Ешнәрсе жасамайды дейді ол одан басқа. Жатады дейді. Мысалы, бала шағасы бар, әйелі бар, жұмысы бар, сол да тек. Сонда жаңағы бауыр өзі есті жігіт екен, жаңа әңгімелесіп отырған бауырым ғой, сол айтады да, сіз өзіңіз не деп айттыңыз дейді ол балаға. Сіз кішкентай кезінде бала қалай тәрбие бердіңіз дейді. Балаға тәрбие бергенде ол былай үйренетін. Сол сен жақсы оқы деген. Жақсы оқы. Иә, жақсы оқыған.
сол университетке түсті мысалы шетелде оқып келді, оқыды, үйленді, бала шағалы болды деген сол болған да. Ал одан ары қарай ешнәрсе айтпаған да маған. Оған ары қарай ештеңе жоқ та мысалы. Сол бойынша ғана тәрбиелеген да баланы. Сол кішкентай бір төңірек шеңбердің ішінде ғана өсірген да баланы, сыртқа шықпаған. Басқа идея болмағанда оның өміріне бір мән беретін ше. Солардан соның бәріне жетті, одан кейін не істейсің? Кейін бауырым айтты, анасына айтты, одан кейін басқа не сұрайсыз дейді. Сіз соның бәрін айттыңыз, ол жетті, ол одан кейін не істейді ары қарай? Ол өзінің идеясы, өзіндік үлкен бір осы дүниеде бір қалдыратын бір ізі, мақсаты болмаса ол тек қана ақшаның мотивация болуы, жаңағыдай өмір сүрудің мысалы хайуани қажеттіліктің мотивация болуы ол адамды аздырады. Мысалы идея тапқан кезде де мысалы жұмыс жасау керек. Бір идея таптым деп, мысалы тек өзіңе ғана ұнайтын, бірақ ешкімге керек емес идеяны алып алып, соны ары қарай дамытамын деп отыра берудің де негізі қажет жоқ. Оны зерттеп көру керек алдымен. Осы сенің басындағы идея шын мәнісінде адамдарға керек пе? Мысалы сен жасап жатқан идея кім үшін ол? Мысалы қандай продукт жасап жатсың? Оны кім үшін, кім сатып алады сенен? Сол негізінде мысалы идея ақша әкелу керек қой. Сол бойынша ойлану керек та. Ол құнды болу керек. Сол өзіндік бір құндылық беру керек та. Ал егер мысалы елде жоқ бір жаңа өнім шығаратын болса адам, жаңа бір өнім шығарған кезде оған сол өнімді халық арасында тренд қылмайынша ол өнім ешқашан пайда әкелмейді. Ол өнім ешқашан пайда әкелмейді. Өйткені қараңыздар, мысалы біз мынандай спиннер деген жоба жасадық, осы қанша уақыт болды? Жазда басталды. Майда идеясы келді. Сонымен бұл продуктын бізге сату керек болды өзімізге, назатты. Қараңыздар, жай ғана спиннер да мынауша. Қараған кезде жай ғана спиннер бізге көзімізде. Ал егер бұл нәрсені біз қараңыздар, мына жерде біз ұлы жүз, орта жүз, шаңырақ, кейін оюды бейнелеп қойдық та, кейін осыған біз жан бітіре бастадық, айтып идеясымен ше, келтірдік. Спиннерді айттық. Мына жерде ұлы жүз, орта жүз, қазақ елі деген сөз бар. Шаңырағы бар. Bunu айттық біз халыққа. Халыққа бармыз ол реклама жасап жатырмыз, жіберіп жатырмыз мысалы. Фон барлық жерге, барлық әлеуметтік желілерде, кейін жұлдыздардың көмегімен. Мысалы, идеясы мынандай қараңыздар. Маған айтады бір белгілі бір кісі айтты бізге, қазақ тілі өскеліктер осы. Сендер мына спиннер арқылы дейді, біз айтқаннан кейін. Сендер бүкіл қазақтың тарихын осы бір спиннердің ішіне кіргізіп жіберсіңдер дейді да. Бұның құндылық қайда жатыр да. Өзі кішкентай ғана зат, бұның артында қаншама дүние бар. Өзінің бір несі, фоны деуге болады да. Кішкентай ғана заттың өзінің айғайлап тұрған өзінің историясы бар, өзінің тарихы бар да бұл нәрсе. Бұны қараңыздар. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз, ортасында қазақ елі да. Бүкіл қазақ елі мен шаңырақ, қазақ елі, мына жағында шаңырақ та. Қазақ елі шаңырақтың айналасында бүкіл қазақ, кіші жүз, ұлы жүз, орта жүз айналасында қожалар да бар шығар. Бірақ мына жерде мысалы ұлы жүз, орта жүз, барлық қазақ халқы осы спиннердің төңірегінде мысалы бір шаңырақтың төңірегінде айналып өмір сүріп жүргенін айттық біз барлық нелерге. Барлық қоғамдық пікірдің лидерлерінің барлығына солай түсіндірдік біз. Жай ғана бұны мысалы көшеде сатылады, мысалы 200-300 теңгеден спиннерлер. Неге бұны 6000 теңгеге сатып алуым керек деп ойлайды адамдар. Сол тарихын естіген кезде, кейін мысалы жарнамалық роликтерді көрген кезде осыған байланысты түсірілген. Сол кезде оның ойы өзгереді, түбегейлі өзгереді. Неге өйткені мына идеясы бар да, өзіндік бір құндылығы, беріп жатқан бір құндылығы бар. Және де идеялар ойланған кезде тағы да нелерге. Мысалы IT жобалар ойланған кезде де бірінші ойлану керек, ол жоба шынымен табыс әкеле ме? Біреудің мысалы сенің жасаған дүниең бір табыс әкелу үшін саған, сен оны сату, мысалы біреулер сатып алу үшін сен оған қажеттілік туындатуың керек қой. Олар қажетті болу үшін олардың сен пайдасын арттыруың керек сол жасаған дүниең арқылы. Пайдасын арттыруың керек та. Мысалы біз жаңағы фокотелс жасадық, сол арқылы ол жерде нелер жайлатын еді. Мысалы ресепшнда оны белгілемей кететін болса, жазған кезде ол жерде ұрлық болуы мүмкін. Мысалы ресепшнде отырғандар басшысына жеткізбей қоюы мүмкін де, біреулер кіргізіп шығарады, бірақ көрмей қалады да оның басшысы. Соны қорғайтын заттар болды бізде. Проблемасын шешіп тұр ғой. Мысалы ол мысалы продуктын орнатады, мысалы айына мысалы қанша 30-40 мың теңге төлейді осының абонентский платасы үшін, сол проектіге. Бірақ ол сол 30-40 мың теңге төлеу арқылы 300-400 мың теңге үнемдейді. Оған выгодно ғой, идея керек қой оған. Сол сияқты өзінің бір құндылығы болады, оның шығынын азайтып тұр ғой бізде. Және оның табысын да арттырып тұр. Сол сияқты. Идея ойлаған кезде біреудің өмірін жеңілдетуіміз керек. Мысалы көп жерде айтылады, көп тренингтерде де, көп видеоларда да айтады, жақсы оқығандар
жақсы оқығандар, мектепте жақсы оқығандар бизнесте өте аз. Миллионер, миллиардерлер біз біліп жүрген. Көбісі мектепте тек 3-ке оқыған сонда. Менде сол жаңалық өте қорқыныш болды менде. Өйткені өзім мектепте өте жақсы оқығам. Өте жақсы оқығам. 6 келіге бітірдім мектепті. Мектепте 6 келіге кейін университетке жақсы түстік біз. Сөйтіп ойланам, мысалы мен университетте осы жерде группаластарым отыр, мен 2 жыл бойы бізде математикалық бағыт болғаннан кейін мен 2 жыл бойы тек контада, общагада тұрдық. Общагада тек есеп шығарумен айналысатынмын, есеп шығарып отыра бердім. Сыртқы өмірмен түк байланысы жоқ та. Тек мысалы сабақта не береді? Матанализ деген сабақ болды. Математиканы 5-6 түрін өттік бізде. Олардың бәрі ешқандай қолды босап кетті адамдар. Солардың төңірегінде ғана мен ғалым болып кетеремін 2-ші курста мен егер жұмысқа тұрмағанда. Кейін 2-ші курстың бас жағында менде бір досым, сол IT компанияда жұмыс жасайтын досым шақырды. Сен осы негізінен программированияда жақсы болдың, сол IT саласы жағынан. Сол сөйтіп тартып өзіне командаға қосылды. Сонымен сол жерде көзім ашылып алды. Адамдармен таныстым. Сол есептен басқа да бірдеңе бар екенін көрдім да, бірдеңе жасауға болатын. Сол осы біздің оқып жүрген нәрсемізбен пайда табуға болатын байқадым. Негізінде осы кәсіпке келуіме де сол себеп болды да, сол сайт бойынша жасауға. Сонда қарап тұрсаңыздар, бізге мектепте жақсы оқыған біз ғой енді, мысалы мен сияқтылар да, мектепте жақсы оқыдық, бізге не істеу керек? Өзінде не нәрсе жақсы, сол нәрсені сату, сол бизнес қой негізінде. Сондықтан бізде өзімізде бар қабілет, интернетті, компьютердің айналасын жақсы білетін жігіттер жиналдық. Сонымен бастап жібердік. Енді ол жерде барлығы сол программирование жағынан жақсы меңгерген жігіттер болатын. Сондықтан біз осындай стереотипті бұзғымыз келді. Мектепте жақсы оқығандар көбірек пайда таба алатын, үлкен бизнесмен бола алатын дәлелдегіміз келіп бастадық. Сол интернет маркетинг саласын тағы да меңгеріп, ары қарай жүргіземін деген болса, ол да сол білімін сатуда адамдар. Мысалы сенде ешқандай ресурс жоқ та, қолыңда ешқандай. Мысалы менде қазір құдайға шүкір білім бар да басында. Мысалы интернет маркетинг жағынан. Мен мысалы қазір бір айдала тастап кетсе, басқа мемлекетке немесе мен компьютеріне кіремін, бірдеңе қыламын, солай сол жердің сайтын жасап беремін, рекламасын жасаймын, солай бірдеңе жасап бастап кете аламын нөлден бірден. Біліміңді сату арқылы өзіңдегі не нәрсе жақсы, соны халыққа ұсын, соны упаковка жаса, сол арқылы рынокқа көрсетіп, өзінің қажет адамдар өздері қабылдайтын болады. Негізгі бөліміне келіп жеттік. Осы бүгінгі мастер-классымыздың интернет маркетинг жасалған өнімді көпшілікке көрсету және сату тақырыбында. Өнімнің 3 түрі болады. Ол біріншісі қызмет, ол біздің саламыз жаңа. Өзіміздің интеллектіміз, яғни қызметімізді көрсеттік, сол бойынша сол арқылы пайда тауып жатырмыз. Өзіміздің қызметіміз қызмет арқылы табу, сауда жаңа түсінікті ол. Ана жерден алдың, үстіне қостың, өзіңнің пайдаңды қостың, сол арқылы жеткізіп беріп отырдың. Кейін өндіріс. Бүкіл өндірістік цикл жасап шығарудан бастап өзің шығардың, кейін өзің саттың мысалы. Мысалы құрылыс материалдарын сату деген сияқты. Мысалы жаңа өнімді жасап шығару қадамдары бізде. Бірінші, мысалы жаңа өнім ретінде жаңа тағы да спиннерді айтсам болады да, қазақ спиннерсті. Қазір сұрақтар болады, соңғы жағында жақсы сұрақ қойғандарға осы спиннер, осы мына жерде 6 данасы тұр, сол спиннерді сыйға тартатын боламыз. Осы өздеріңіздің таңдауларыңызбен. Жаңа өнімді жасап шығару, жасап оны елге таныту, оның қажет екенін түсіндіру жаңа айтқандай. Оның түсінбейді, қалай қажет екенін, бірақ соның қажет екенін сен маркетингтік қадамдар арқылы халыққа қажет екенін сезіндіру. Ол бірінші өнімді жасау. Өнімді жасау, ол жерде біз енді Қытайға тапсырып бердік, өнімді жасау. Жасау бойынша Қытайға ешкім жетпейді қазіргі таңда. iPhone-ның осы жақта жасалады дегендей. Өнімді жасау біріншіден, одан кейін өнімді қаптау дегеніміз упаковать ету, қазақшасы дәл қалай болатынын білмеймін. Упаковка жасау, өнімді халыққа көрсетуге дайындау. Өнімді упаковка жасау, кейін көпшілікке көрсету үшін әлеуметтік желілерді және де іздеу браузерлерін, поисковиктерді қолданамыз. Өйткені сенікini көрді, товарды көрді халық. Енді соған сол жерде көрсетілген контакт формалар, тапсырыс тастайтын, заявка қалдыратын жер, сол арқылы заявка тастайды, сол арқылы сату ары қарай. Мысалы адам хабарлап заявка тастады, сен оған осы затты түсіндіріп, жақсылап сата білуің керек. Осы жаңа өнімді халыққа жеткізудің осы 4 жолдан тұрады негізі. Өнімді жасау, қаптау, көпшілікке көрсету, кейін оны сату. Ең қиын процесс мынау негізінде. Сату. Өйткені өнімді жасауға болады, жаңа біз фотосы жасадық, ауыл кезекті де жасадық.
оны қаптадық та көпшілікке көрсеттік деп айтамын, бірақ артынан оны сату керек та жобаны. Жобаны сол ішінде нені сатуға болады, сол жағын сату керекпіз да. Осы негізгі 4 қадамнан тұрады. Мен бүгін сіздерге осы жаңа интернет-маркетинг осы екеуін қамтиды. Көпшілікке көрсету және өнімді қаптау. Өйткені біз адамдармен сөйлескенбіз, ол жақта сату менеджерлері жұмыс жасайды. Кейін кіресің. Көпшілікке көрсеттіңіз, интернетке салып жібердіңіз, спиннерді алдыңыз да, барлық жағынан рекламаны жібердіңіз бүкіл халықтың арасына. Ол жерде сатып алатын адам да бар, алмайтын адам да бар да. Біз оны ешқандай анализ жасаған жоқпыз. Бірақ негізінде осы интернеттің мүмкіндіктері арқылы соны жасауға болады. Кімге керек осы нәрсе? Өйткені мысалы Facebook'та, Google'да барлығымыз қолданамыз ғой. Мысалы ВКонтакте Қазақстанда ең танымал әлеуметтік желі Қазақстанда. Қайсысы деп ойлайсыздар? Мен де сол ойлаппын осы 2 апта бұрын, сол ойлаппын. Сөйтсем Одноклассники екен, мысалы. Өзінде ондай аккаунттар жоқ, ең көп үлесі сол барып тұр екен. Ол жерде көбінесе нелер отырады екен, үлкен кісілер отырады. Үлкен кісілер, сол Одноклассникиде көп отырады екен, содан жастардың үлесі аз ба бізде соған қарағанда. Содан Одноклассникиге қазір рекламасын үйреніп жүрміз оны. Сол әлеуметтік желілерде барлығында, мысалы, сіз сол жерде таңертең тұрғаннан барлығы интернет қосады да, Инстаграмға бір листат етіп шығады. Қазір историяны листат етіп бастады. Барлығы солай істейді. Кейін сіздің өзіңіздің, мысалы, кез келгеніңіздің өзіңіздің бір қызығатын, көретін өзіңіздің аудиторияларыңыз бар да. Ол деген сөз, мысалы, Facebook'та барлығында жарнаманы баптауға болады, настроить етуге болады барлық жағынан. Мысалы, жас жағынан, қызығушылығы жағынан, ол неге қызығады, соңғы рет қай жерге кірді, кірген жерінен бастап оның артынан іздеу, соның артынан қалмай қойып сол рекламаны көрсете беру, сол товарды сатып алғанша да. Оның барлығы маркетинг кодтар екенін осы интернет-маркетингті меңгеру барысында үйренетін боламыз. Көпшілікке көрсету осы. Кейін келесі. Сол сатып алушыны тауып алу керек та бірінші. Өзіңнің кім сенен сатып алады, қандай адам сатып алады сенен, соны білуің керек та бірінші. Зерттеуің керек. Өзіңнің болашақ клиентіңнің макетін сызбауың керек. Ол қай жерлерде жүреді, қайда кіреді, неге қызығады. Мысалы бізде, мысалы сайт жасаған кезде біздің клиенттер ол бизнесмендер да. Сайт бизнесмендерге керек. Сол бизнес иелеріне, сол рекламада соларға керек. Біз соларға арнап реклама жасаймыз. Бизнеске қызығып, өзінің бизнесі барлар, одан кейін Facebook'та страницасында фаундер немесе кофаундер деп жазып қоятындарға соларға ыңғайлап тұрып жібереміз рекламаны. Мына жерде қазір бизнеспен айналысып жүргендер бар ма? Өзінің бір кәсібі барлар. Немен айналысасыздар? Интернет саудамен. Не сатасыздар? Бізде қазір 3-4 товарымыз бар, бірақ көп емес. Сумка сатамыз, зонтик сатамыз, шарф сатамыз, аяқ киім сатамыз. Андай онлайн сауданың товарлары бар. Сіз мысалы өзіңіздің клиентіңіздің суретін салып тұрасыз ба? Суретін алғанда, жасы нешеде, сипаттап. Тұрмыс кеңсіз. Тұрып сипаттап көріңізші. Біз заказ беріп алдырдық, соны қазір интернет арқылы сатып жатырмыз. Бұны қолданушылар аудиториялар, колледж студенттері, университет студенттері, мектеп оқушылары. Сосын жасы 30-35-ке ер адамдар, ер азаматтар в основном бізде алады. Бірақ қыздарға да арналған цветтер бар, в основном бірақ ер азаматтар алады, бізде жігіттер алады. Ашып көрсетіп жіберсеңізші бір көреміз, бізге қызық мысалы. Жоқ, бұл жерде маңызды сол ғой, сіз кімге қызығасыз сол жағынан да? Жоқ, кім сізден сатып алу керек? Бізден сатып алу керек, иә. Сол студенттер, оқушылар бізден сатып алу керек саталар. Халық түсінбей тұр ғой, не үшін қарапайым түсінбей деп ойлап отыр да? Антибор, иә, ұрлай алмайтын. Шықпай-ақ сұраңызшы. Замок ішкі жағында. Отделениесі бар. Сосын USB шнуры бар. Powerbank арқылы не қылады? Телефон зарядталады, планшет зарядталады. IT мамандықтарына қатты. Иә. Ішінде мынандай бутылкасы бар, қалташасы. Ішінде, короче, нелері көп. Қалташалары көп, функциялары көп.
сосын 60 градусқа 180 градусқа 360 градусқа регулировка жасап ашылынады липучкамен. Мына жерде алдыңғы несінде лямкасында визитка салатын қалташасы бар. Оңай салып қоятын. Ол өте ыңғайлы, әсіресе автобуста. Сіздер негізі анау местоположение таңдаған кезде осы коворкинг центрлер бар ғой. Соларға да ұсынып жіберсеңіздер. Қандай? Осы местоположение таңдаған кезде осы Алматы Тауэрс, кейін деген коворкинг центрлер бар да. Кейін мысалы танымайтын болса, реклама жіберіп көру керек, сонда да мысалы еш нәрсе жасамағаннан гөрі. Сонымен өздері шығады оны. Мысалы біз ойладық, мына спиннерді ойыншық ретінде сатсақ деп ойладық та басында ше. Сөйтсек бұны бізге бірінші күн рекламадан ғой деймін. Бірінші күнгі рекламадан бізге Семей осы Шығыс Қазақстан облысының бір әкімінің орынбасары хабарласты да. Бұны не істейсіз деп сұрадық қой, бізге білу керек қой. Тағы қандай адамдар қызығады бұл нәрсеге. Сол кезде сұрасақ айтады, мысалы мен өзімнен жоғары бір, ол әкімнің орынбасары ғой, әкімнің туған күні келе жатыр екен де жақында. Ол әкімге сыйлық жасаймын дейді. Ол идея мысалы. Сыйлық жасағысы келгендерге біз осыны ұсынуымыз керек. Оны қандай сыйлық жасайды, ол ойнап отыру үшін емес қой бірден. Түсінікті ғой, ойнап отыру үшін. Ол сувенир ретінде. Әдемі сувенирді мысалы үйіне қойып қояды өзіне. Сол сувенир ретінде өте керемет зат ретінде ұсынып жіберді. Одан кейін сол рекламаны соған қарай бұрып тастадық. Басында біз кішкентай балаларға, мектеп оқушыларына, спиннер кім қолданады, соларға ғана реклама жасап жүрдік. Сөйтсек, үлкен кісілер сол өте өздерінің бір қызығушылықтарын көрді. Бұл жерде айтарым сол, мысалы, клиент өзі айтады да, өзіне оны сен беріп жатқан товарды ол не үшін қолданатынын өзі біледі да. Және қалай қолданатынын. Одан сұрап алу керек, біз оны не істейсіз деп ше, мысалы, жай ғана қызығушылықтан. Ол товарды қалай қолданады ол? Біз сол бойынша тағы да бір маркетинговый ход жасауымыз керек та, соған байланысты. Сонымен Facebook'та, Google'да барлығын настрой етіп, солар ғана көрсететін жасап жіберуіміз керек. Қалай көрсетеміз сол? Бізде көрсеткен кезде товарды халыққа көрсеткен кезде сол жаңағыдай өзіміздің аудиториямыз таңдап алып, сол аудитория бойынша жіберіп отырамыз. Сол әлеуметтік желілерде. Өйткені әлеуметтік желілерде өте үлкен мәліметтер қоры сақталады. Мысалы біздің барлық жүріс-тұрысымыз, біз қашан кіреміз әлеуметтік желіге, және де көптеген адамдардың потогы қай уақытта кіреді әлеуметтік желіге. Соның барлығы анализ ретінде сақталып тұр деді. Солардың базасында. Неге? Өйткені олар сол арқылы пайда табады интернетте. Олардың өнімі сол. Мысалы, Facebook'қа біз реклама жасау үшін өте көп төлейміз. Реклама жасау үшін Facebook'та да, Google'да да барлығында. Неге? Өйткені оларда база бар, клиенттердің базасы. Мысалы, көшеде жүрген адамдар сияқты да, мысалы, мына көшеде көп адам өтеді. Мысалы, базарда да сондай ғой, мысалы, точкаларда сыртқы жағында, мысалы, адамдар көп ететін жағы қымбаттау болады ғой. Сол сияқты мына Facebook барлығы солай настройка етіп қойған. Неде мысалы, көп адамға көрсететін болсаң, ол өзінің сәйкесінше қымбат болады да. Бірден көп адамға көрсететін. Ол сіздің өніміңіз, қызмет, сауда, немесе өндіріс. Ол сапалы болу керек. Өзінің өнім деген атына лайық болу керек. Ол келешекте бренд болып қалыптасу үшін. Кейін нарықты талдау жасау арқылы оның өзінің сәйкесінше бір бағасын белгілеу керек. Хонымды ретінде. Мысалы, барлығы, мысалы, 2-3 теңге сатып алса, ол 1000 теңге деп өзіңді қиялдап жүруге болмайды да. Оған кететін шығын бәрін ескеру. Кейін промоушн, яғни рекламасы. Оның рекламасы жаңа айтқандай кімге көрсетеді, қандай аудиторияға көрсетеді, сол бойынша жұмыс жасау. Кейін place, орнын таңдау керек, қай жерде рекламалау керек. Мысалы, бізде болды, менде таныстарым көп болды, бизнесті енді бастап жатыр да. Бір кімнен естіген білмеймін, әйтеуір бизнес бастадың ба, значит сенде сайт болу керек дейді. Сайт болу керек дейді, болды. Мысалы, ол қандай нәрсе? Ол сайт арқылы сатып алатын зат па, немесе сайт мүлдем мүмкін керек емес шығар ол нәрсеге. Ол дәл сол нишаға керек болмауы мүмкін сайт. Ол айтады, маған сайт керек болмаса мен бастамаймын дейді. Мысалы, бірінші мен сайт жасатуға ақша тауып алайын, бірдеңе жұмыс жасап. Мен сайт жасамаймын, мен оны бастамаймын дейді. Негізінде мысалы сайт керек емес нәрселер де бар. Мысалы, киім-кешек дегендерге ше. Мысалы, киім-кешектің түрлеріне сайт керек емес мүлде. Олар Instagram парақша арқылы, Instagram'да осы киім алатындар көбінесе Instagram'да дейді. Мысалы ретінде бізде осы жақында Қазақ Брендс, Q Brands деген көліктердің шығарып ойы бар. Бүгін киіп келгенде жуылмай қалыпты. Сондай бір цифр киіп келе береді. Сол мына оюлы жейделер үстімізге осы немен пиджакпен де киюге болады барлығына. Ассалаумағалейкум, кешіріңіз сұраймыз. Сол мысалы ол көйлектерді мысалы бізде сайты жуырда деп тұр, сайтына кіріп көрсеңіздер де болады, qbrands.kz. Ол жуырда деп тұр, жақында ашылады деп. Осы сайт ол жақында ашылады деп тұрғанына меніңше бір айдан асты.
бірақ адамдар сатып алып бізде бірінші пакет кетіп қалды оны. Немен? Инстаграммен. Біз тіпті нені де қолданған жоқпыз. Фейсбуктағы таргетинг рекламаны да қолданбадық. Біреулер айтады, мен таргетинг жасау білмеймін, демек мен ешнәрсе сату білмеймін дейді. Олай емес. Мысалы, сен аудиторияңды тапты, Инстаграм арқылы ұра бер. Неше түрлі боттар бар қазір подписчик жинайды. Тіпті өзіңе керек аудиторияны жинап алуға да болады сол боттардың көмегімен. Сол үшін мысалы бірдеңемен өзіңді шектеудің қажеті жоқ та, өзіңде қандай мүмкіндік бар, сол мүмкіндік арқылы өзіңнің тауарыңды немесе қызметіңді сатуға кірісе беру керек. Не бар осы соны бірден ұсынып халыққа, қалай ұсынуға мүмкіндігің бар солай. Мысалы тегін алаңдар бар. Мысалы сайтта келеміз, мысалы жазасың, суретін қойдың, астына текстін жаздың, мынадай, мына жерге хабарласасың десең, болды, хабарласа береді адамдар. Жай ғана білу керек ол не зат. Қымбат зат болса, оған шынымен сайт керек шығар. Ал егер мысалы орта тап өкілдері мысалы әлеуметтік желілерде тұрақты шықпай отыратындар алатын зат болса, ол әлеуметтік желілермен сатып алуға. Сол үшін орынды таңдаған кезде соның барлығын зерттеп көру керек. Қайда көрсетеміз енді? Мысалы, қазір мен оны біз сол жаңа кибернет айта кетейін, көйлектерді біз былай саттық. Ойладым басында, қалай сатамын бұл көйлектерді? Менде жанымда серіктестерім болды, олар көйлекті алып қойды, бір ай өтті арадан. Арадан бір ай өтті, көйлек келді. Мен ол кезде спиннермен жүргем Астанада. Сөйтті де ол көйлекті айтты ол кісілер. Бірінші сайт керек дейді. Ал менің уақытым жоқ сайт жасауға. Маған сенді де сайт жасап береді. Өздері жасап, бірақ ол реклама жібермеді. Неге өйткені таргетинг білмейді да. Бірақ олар сонсыз да сатуға болатынын өздері анализ жасап көрген жоқ та. Мысалы кез келген затты бірден сайтқа жүгіне бермеу керек шынымен. Көрсетуге болатын жерге салып көрсете беру керек. Ал біз қайттық мысалы, мен келдім Астанаға, сайт жасауға мысалы шаршап тұрдым өзім. Сайт жасағым келмеді анаған көйлекке. Жасайын десем бір тұрақты сурет те болмады. Өзім копирайтингте сәл нашар болдым. Сол жағынан көйлекке сайт жасауға ердім, сонымен қалай басқа сатуға болады деп ойладым. Сонымен бот сатып алдым өзіме, Telegram дегенді. Сол арқылы подписчик жинап бастадық өзімізге. Мысалы ол жерде қай жерден іздедім оған? Өзіміздің жас аудиториясын білем, мысалы. Ол зат негізінде намазхан жігіттерге көп кетті. Мен алдым да, бірінші жігіт сол намаз оқитын жігіт болды да, алды. Қызға мешітке алып тағып киіп барам. Ол жерде бәрі менен сұрайды деді, оған сатты біріншісін. Жіберді, сонымен мешіттен зәкілер түсе бастады. Біліп жатырмыз да, біз кімге сату керек екенбіз. Кейін мысалы Инстаграмға кірсеңіз, неше түрлі діни парақшалар бар. Мысалы Пайғамбар мектебі, мысалы, көптеген діни парақшалар бар. Алды, мысалы, нені ботты соған қарай баптап жіберу керек. Соған қарай баптап жіберу керек болды жеткілікті. Солардың подписчиктеріне подписаться етесің, мысалы, 1000-мен подписаться ет, мейлі олардың 200 саған подписаться еттің артынан. Сен подписаться етпеңдер, қайтадан отписка жасап, ботта өзінің настройкалар бар да. Олар өздеріне подписка жасап, ана страницаны әдемілеп дайындап қойдық. Мысалы, кіреді. Қараса бүкіл Қазақстан сол нені көйлек сатып алатқандай бізде суреттер болды. Барлық Қазақстан, Алматыда, Астанада түсірілген суреттер екен. Шымкентте болды. Сонымен ойлайды да келген адам бірден. Ол мынаны барлығын сатып отыр екен деп. Мына көйлекті бәрі сатып отырмыз, демек маған да қызық деп шығар. Сонымен ол өздерінің аудиториясын тапты. Кейін ол бір жағынан ол жай процесс болады ол нәрсе. Боттар арқылы сату. Сонымен оны сәл үлкейту керек болды, кеңейту керек болды. Бізде сол бірінші партиядан тез бітіру керек болды да. Сонымен алдық та біз көйлекті неден. Мысалы Өркен Кенжебек деген танитындарыңыз бар ма мысалы? Блогер жігіт, Өркени деген аккаунт. Содан көрдім мен. Бағасы 6000 теңгеден деп жазып. Зың деп жазып қойды ғой басына. Мысалы сол кісі мысалы сол көйлекке біз ол кісіге енді мысалы сыйлыққа беруге тура келді. Мені мысалы өзі реклама жасап берсіндер, ол кісінің бір 47 мыңдай ма несі болды подписчиктері. Ойладық сол, балып айтты сол намазхан жігіт еді ол да, айтты. Осыған барсаң, осының аудиториясы сол көйлекке, киімге жақын деді. Сонымен Өркен Кенжебекке бардым, сол Қазмедиаға, ол кезде Астанада жүргеннен тағым. Сонымен Қазмедиаға бардым да, бір 2 сағаттай ма сөйлестім. 2 сағаттай отырдым сол кісінің алдында. Енді әңгімеге жақын кісі екен, әңгімені жібереді, тыңдаушы құлақ болса айтатыны көп екен да ол кісінің. Сондай кісілер болады ғой, әңгімеге көп. Сонымен ол кісінің алдында сол әңгімелесіп, оған тағы да идеясын түсіндірдім жаңа көйлектің. Айттым, аға дедім, мысалы осы көйлек дедім да, мысалы оюды қазақтар қашан көреді дедім да, оюлы киімді қашан көреді қазақтар. Оны тек қана мысалы наурызда ғана көреміз ғой, наурызда болмаса бір қандай да бір жиын іс-шараларда ғана көреміз да оюды. Айттым, неге осы оюды біз күнделікті өмірімізге кіргізіп, ұлттық идеологиямыз осы арқылы да бір
кішігірім болса да осы көйлек үлес қосса екен деп айтып ана кісі жанды да қалды да ана идеяға. Сол идеяның мысалы күшті екеніне өзі де сезінді. Сонымен ол кісі де қазір жүрген жерінде айтып жүр. Мысалы наурызда ғана біз оюды киюіміз керек емес, біз күнделікті өмірімізге кіргізуіміз керек деп маған тағы ұсыныс тастады. Мысалы неге пиджактарды оюлы шығармайсыңдар деп ше. Мысалы күнделікті ыңғайлы. Андай бір баяғы заман емес, осы заманауи қылып мысалы casual стилде сол шығаруды айтты да бізге. Солай шығаруды. Оны көреміз оған уақыт бола ма екен. Сол сияқты мысалы оюлы заттарды бізге тағы да кеңес беріп жүрді да. Сол өркендеп жіберді, сонымен бізде біраз партиясы тағы да өтіп кетті да оны сол арқылы. Сондықтан біз көрсететін жерді анықтап алуымыз керек, қай жерде көрсетуіміз керек. Мысалы сайтқа жариялады, бірақ сен оны инстаграмда рекламалайсың ода. Біреу оны сайтқа кіріп тапсырыс беріп немесе сатып алып мүмкіндігі болмаса, ол сайттың негізі қажеті жоқ. Егер интернет арқылы сатып алып жер болмаса. Бірақ бұл деген сөз мысалы сайттың түкке керегі жоқ екен деген түсінік емес. Неге өйткені ол жерде бірінші шығу мүмкіндігі, ол жерде стратегия қоюда қатты күрделі емес. Сол бойынша біріншіге шығарып отыруға болады. Яндексте де солай, ал Фейсбукте ол жаңа товар шығарған кезде мысалы таргетингті жаңа товарға қосу керек. Неге өйткені ол товарды білмейді, оны поисковиктер арқылы іздемейді оны, сен оны көрсетуің керек халыққа. Ол кезде сен таргетингті қолданасың, әлеуметтік желілердің барлығын. Жаңа қазір Қазақстанда трендке айналып келе жатқан осы жылдың жазынан бастап бүкіл халық телеграмға ауысып отыр. Неге өйткені телеграм мықты. Мысалы барлығы айтады, Google Facebook'ты ФБР-ға жұмыс жасайды дейді. Мысалы барлық база даннықты жинап, ФБР-ға мәлімет беріп отырады дейді. Енді бұл жерде арамызда ешқандай оружиедан ешкім жоқ шығар. Мысалы оны нені біліп қоятын, ол туралы мәліметті біліп қоятын да. Бізде жасыратын түгіміз жоқ, ол жерде қорықпаймыз. Бірақ телеграмда қазір өзінің мысалы Фейсбукмен қазір соттасып жүр, естігендеріңіз болса, мысалы Россиялық. Ол база даннықты бермей отыр да адамдарды. Сенімді да бұл жер. Ешқандай сіздің жазған SMS-іңізді, сіздің жариялаған постыңызды ешкім оқып алу мүмкіндігі жоқ та ол жерде. Тек өзіңіз ғана көре аласыз, сізбен сөйлескен адам көреді солай. Ал бұл жерде қалай реклама жасауға болады? Бұл жерде қазір зерттеуім бойынша танымал кісілер өздерінің барлық танымал кісілер өздерінің телеграм каналдарын ашып жатыр өздерінің. Түгел сол телеграмға жинап, сол телеграмда өзінің рекламасын жіберу, сол арқылы жіберіп отыр. Неге? Өйткені адамдар барлық нәрседен жалығып отырады, бір жаңалық іздеп отырады да. Мысалы инстаграмда отырады, тек қана баяғыда былтыр осы уақытта шықты история деген нәрсе. Бірақ ол кезде көп адам қолданбады, қазір историяны бір айналдырсаң, соңына жету қиын да. Мысалы сол кезде историяны реклама ретінде жақсы пайдаланды адамдар. Адамдар былай листать етуден жалықты да адамдар, жаңалық іздеді. Алды да былай іздеп бастады. Сондықтан қазір рекламаны да соған ыңғайлайтын болды, историяға жіберіп. Прямой эфирге шығуды білесіздер ғой? Мысалы ол өте үлкен реклама. Мысалы сіздің фолловерлеріңіздің барлығы сол бірінші көретін болады. Олардың барлығына уведомление барады бірден. Осы нені бастады деп прямой эфир. Сіз ол жерде бірден сатпаңыз, тікелей сатпаңыз ол жерде. Тек қана сіз өзіңіздің бренді не жөнінде, өзіңіз не істеп жүрсіз, осы брендті жасаған кісілер не істеп жүр, сол бойынша бір кішігірім өзіңіз бір ақпарат беріп кетіңіз, жай ғана оларға бір тизер болады да, біліп отырады. Осы бренд жұмыс жасап отыр екен, осындай нәрсе бар екен деп біліп жүреді. Ертең мысалы мүмкін ғой, мысалы сіз қанша адам танисыз, мысалы бір адам мысалы 100-ден аса көп адам таниды, 100-ден көп адам таниды. Мысалы солар өздерінің арасында әңгіме болып қалды да, мысалы сол жерде мысалы біздің көйлек сұрап қалуы мүмкін да. Осындай бір көйлек көрдім деп болмаса бір барлығымызда бар ғой, мысалы өзіміз білген бір жаңалықпен халықпен бөлісу. Мысалы бір жаңалық білдің, бір кейс, бір инсайт білдің, сен артын келеді да, өйткені әңгіме болсын дейсің ғой мысалы. Отырған жеріңде отырған ортада бір әңгіме айту керек, сол кезде айту керек. Сол кезде жаңалықпен бөлісу. Айтады да. Естің бе мысалы, оюлы спиннерлер шықты деп бізде де көп таралды. Бүкіл халық біледі. Біз Астанада біраз базарларға да ұсынып көрдік қой. Не істеп, жай ғана интернетпен емес, тек базарларға да киноны экспо болатын кезде көптеген көрмелер ұйымдастырып тұрды. Сол көрмелердің барлығында, айналасының барлығында мысалы ұлттық өнімдерді көп сатылып жүрді. Сол жерге біз барып қаламыз, спиннерді айналдырып. Енді бізде көрсетуіміз керек қой, спиннердің бар екенінше айналдырамыз. Аланың бәрі бізге қол созып көрсетті. Мысалы, не емес пе, оюлы бренд спиннер ғой, бәрі біледі да біздікі. Неге өйткені адамдардың арасында сарафанный радио жұмыс жасайды. Тек қана оны рекламаға жүргізіп білу керек та. Сол сарафанный радионы іске қосу керек осы брендті көрсету кезінде. Келесі. Жоқ, ал бренд сенім. Бренд сенім.
адамдар сену керек брендке. Мысалы бізде қазір интернет арқылы сауда болғаннан кейін біз барлық саудамызды интернет арқылы жүргіземіз. Ол кезде адам саған сену керек та, брендке сенбесе ол ақшасын аудармайды саған алдын ала. Алдын ала ақшасын аудару үшін сен брендке сенім қалыптастыру керек. Сену үшін жаңағыдай қоғамдық пікірдің лидерлері соны киіп түсу керек та. Сол кезде біздің коллег жағдайында ғой. Болмаса ұстап түсу керек, оларды алдаған жоқ, осылар ұсынып тұр, осылардың жүздері тұр осы брендтің артында, сонымен сенім қалыптасады. Бұл сенімді қалыптастырудың бір жолы да. Кейін және сенім, мысалы Инстаграмда тұрақты түрде пост салып отыру. Тұрақты түрде, мысалы күнделікті. Өйткені сіздің аудиторияңызды жоғалтып алмауыңыз керек. Байқайсыздар ма, мысалы Инстаграмда баяғыда қандай Инстаграмда соңғы салынған посттар бірінші шығып тұратын еді, байқадыңыздар ма? Соңғы салынған посттар бірінші тұратын еді. Қазір қалай? 16 сағат алдын жарияланған пост бірінші шығып тұрады. Неге олай? Түсінбейсің да? Неге? Өйткені адам неге қызығады? Қай жерге сен көбірек лайк басасың, сол жерден ғана саған пост шығады. Ал сіз өзіңізге лайк басып жүрген, сіздің постыңызды тұрақты түрде оқып, оның астына комментарий жазып жүрген адамдарды жоғалтпау үшін тұрақты түрде пост салып отыруыңыз керек Инстаграмда, барлық әлеуметтік желілерде. Қай жерде жарнама беруге болады, соның барлығында жарнама жасап отыру керек та. Сонда сіз өзіңіздің аудиторияңызбен тұрақты түрде жұмыс жасайсыз, сәйкесінше сенім қалыптасады адамдарға. Сонда сіз қараңыз, келесі ереке. Мысалы, қазіргі таңда селф-брендинг деген қатты дамып кетті, жеке бренд. Адам өзінің атын брендке айналдырады. Осы әлеуметтік желілердің көмегімен. Ол жерде мысалы сіз тұрақты түрде пост жазасыз, ол неге көмектеседі сізге? Мысалы, арамызда бар ма қазір, мысалы, тұрақты түрде пост жазып, мысалы, өзіндік бір аудиториясы бар адамдар. Мысалы, сіздің мақсатыңыз қандай? Тұрасыз ба? Неге меніңізді радыз? Жоқ, мысалы, тұрақты түрде пост жазыңыз, мен де оқимын мысалы сіздің посттарыңызды. Мен өзім соңғы бір жылда ғана тұрақты түрде пост жазғанша Инстаграмда. Өзіңіздің аудиторияңыз бар ма? Аудиториям көп емес, 1000 ғана адам. Таныс бір 400 мені жақсы танитын шығар, қалған 600-і былай енді адам былай көріп қалғандар деп ойлаймын. Енді шетелде оқыған кезде шетелдегі Ресейдегі таным мен қазақтардың танымының айырмашылығын, парқын жазып отыруға тырысып, тұрақты түрде сол ғана. Ол жерде сіздің мысалы мақсатыңыз қандай? Мысалы, сол жерде жазасыз ғой сіз? Мақсатым енді болады, адам өзінің ұлтының қандай екенін тану үшін өзге ұлтты тани білу керек деген сияқты. Өйткені еуроцентристік пен қазақы танымның айырмашылығы, және артықшылықтар мен кемшіліктер. Тек қана осы нәрсені айналдырып, әртүрлі формада беріп отыруға тырыстым. Бұл тек керемет негізі. Мысалы, пост жазып отырғандарды өз басым сыйлаймын қатты. Неге? Өйткені пост жазып отырған кісілер өзіндік бір аудиториясын қалыптастырып жатыр. Өзіне деген сенім қалыптастырып жатыр адамдарда. Мысалы, Айдар ғой. Айдар, мысалы, өзі пост жазады көп. Бұл кісінің немен айналысып жүргенін біледі халық. Қайда жүр, немен айналысады, бұл кісіге нені тапсырса болады, сол бойынша сенім қалыптасады адамда. Сол бойынша соған жұмыс тапсырып отырады. Мысалы, бизнес туралы жазатындар бар тағы да. Сенімді сол қалыптастырады да, жеке брендте адамда. Сол жеке брендті қалыптастырған адам өзіне сол өз жазып жүрген тақырып бойынша, тематика бойынша сенім қалыптастырады. Мысалы, бизнес түрінде жазатқандар айта кетейін. Бизнес жөнінде жазып, өзінің бизнес кейстерін, бизнес жобаларын, мысалы, қанша, мысалы, біреулер жазып қояды, 30 миллион теңге жылына табу деп, мысалы, байқайсыздар ғой. Мысалы, бүгін мынаншасын орындадым, ертең мынаншасын табамын деп. Мысалы, ол кісілерге сенім қалыптасады. Мүмкін сол өзінің достарының арасында бір инвесторлар бар шығар. Олар ойлайды да, мысалы, потенциальный инвесторлар өздері хабарласады. Мен мынаған мен 10 миллион салам, ол ертең маған точно шығарып береді. Мысалы, мен инвестор іздесем, мен баруым керек та, өзімнің бэкграундыммен артта жасаған жұмыстарыммен. Қазір мен барам, құдай қаласа мен таба аламын да. Неге? Өйткені менде жасаған жобаларым бар, жүргізуден өзімнің қабілетім бар да, мен өзімнің кейстерімді көрсетем. Дәл сол сияқты адамдарда мысалы өзінің ақшасын қайда салу білмейтін адамдар көп қой. Мысалы өзінде мысалы 1 миллион пайда болып қалады, бірақ қайда салып білмейді, қалай жүргізуді, қалай жұмсауды білмейді да. Ол сол кезде іздеген кезінде сондай өз инвестиция салуға тұрарлық адамдарды өзінің айналасынан іздейді ғой, дұрыс па? Мысалы басқа жаққа танымайтын біреуге салғаннан гөрі өзіне танитын адамнан ертең ұрысқан кезде де мысалы өздерінің арасында. Сонда ол өзі мысалы мынанша пайда тауып жүрген, осындай бір кәсіптің арасында жүрген адамға қарай ұмтыла бастайды өзі. Сол үшін негізі барлықтарыңызға кеңес беремін, өздеріңіздің қай салада өздеріңізді бренд қылғыларыңыз келеді, қай сала бойынша келешекте өздеріңізді елестетесіздер, сол бойынша күнделікті пост жазуды ұмытпаңыздар. Өйткені сіздердің өздеріңіздің аудиторияларыңыз қалыптасады. Фейсбукта да солай, мысалы 16 сағат алдыңғы жарияланған нәрсе, мысалы 6 күн алдыңғы жарияланған пост шығып тұрады біреудікі. Неге? Өйткені мен сол кісіге лайк бастым,
немесе комментарий жаздым. Или соның страницасына күнде 1-2 рет кіремін да. Ал сіздің страницаңызға 1-2 рет адам кіру үшін сіз күнделікті пост жазуыңыз керек. Күнделікті кешке өзіңіздің. Сонда жеке бренд қалыптасады. қосып кетсем мынада бір ой дегенде бір түйген нәрсе келіп отыр да маған. Және пост жазу дегеннің өте керемет екендігін айта кетейін. Бұл жерде ешқандай ақша шығармай, реклама жасап, клиенттерді пісіріп, алуды айтып отыр ғой. Бұл жерде мынандай, мен өз басымнан өткен жағдайды айтайын. Мысалы, себепті нүктені мен бастағаныма көп те болған жоқ. Мысалы, қазір жақсы жүріп жатыр. Мысалы, курсқа жазылатын адамдар, мысалы, массажға келіп жатқан клиенттер қалай пост жазуды қолға алдық. Постты жазған кезде, мысалы, әр клиенттердің әсері, жазып кеткен аурулар, себепті нүктенің ерекшелігі деген сияқты соның барлығын күнделікті беріп отырасың, бірақ саған комментарий жазатын адамдар аз. Сол кезде, мысалы, SMM деген нәрсе ғой, жаңағы пост, әлеуметтік желіні сезіну керек екен. Мысалы, жел соққанда біз сеземіз ғой, мысалы, жел оң жағынан соғып тұр да, мысалы. Сол сияқты былай айтқанда әлеуметтік желідегі адамдардың іс-әрекетін сезіну керек екен да, мысалы. Осы методикамен ешқандай ақша салмай, ол клиент сізге сұрақ қоймай ешқандай сенеді алмай, сені пайдаланып жеке береді. Өйткені сен әрбір әрекетіңді біліп отыр, әрбір постыңды салып отыр, жасандырусын салып отыру керек та. Мысалы, бір ескертулер жасап кейде бір мен достарым Инстаграмға салған видеоларында жасандылық дейді да, адамдар ана өзінің жазылып кеткенін былай камераның алдында отырған сияқты бір ұялып жасанды сөйлеп отыр. Просто жасанды сөйлесін ол. Любой адам біледі ғой, сөйлеген кезде кері байланысты. Мысалы, ол адам мынаны өтірік айтып отқан жоқ мысалы. Сол сияқты алыңыз, мысалы да сіз дүниеге келдіңіз ба? Мен шыретіп дүниеге келдім. Осылай келген кезде мен 5 килограмм болыппын деп, қазіргі осы уақытқа дейін келіп уақытын жаздыңыз. Немесе өткенде мен мастер-класс айттым ғой, ештеңе жазғың келмесе, мысалы, жаза алмай отырсың, не жазарын білмейсіз просто. Отырасың, так, мен отырмын қазір үстелдеп, терлеп кеттім, не жазарымды білмеймін. Не жазарын білмей, қандай пост жазарын білмей отырмын деп жазып соны жариялау. Бірдеңе істеу вирус болады да сол мысалы. Не жазарын білмесең, мынаны жазбайсың деп мемлекетіне, кедейлерге, жетімдерге ақша неге бермей жатыр халық деп ақындарға бір айтады ғой, сол сияқты өздері шығады. Сөйтіп нетеді. Содан кейін әрбір бұйырса бір идеяларыңыз болса, сол идеяңыз қалай пайда болды? Сізге ол бүгін жемісін бермейді да, оған алма-ағаш сияқты бір 5 жылдан кейін, мысалы 1 жылдан кейін ба, мысалы клиенттің астында қаласы. Өнім бренд дейді. Өнімнің бренді да. Сен жасаған дүниең өнім, кейін адамдар іздейді. Мынандай нәрсені біреулер сатып еді ғой. Спиннер сатып еді ғой. Осыны кімдер сатты деп іздейді. Өнім бренд болған кезде. Сол арқылы адамды іздеп бастайды. Мысалы, біз енді жеке брендті қолға алған жоқпыз. Мысалы, әлі алып өзім алған жоқпыз. Мысалы, күнделікті пост жазуды әдетке айналдырмаған. Арасында бір 4-5 күнде немесе бір 5-6 айда салып отырамыз посттарды. Бірақ бізде атымыз осы спиннерлерді, мысалы, өзіміздің жасаған брендтер арқылы бізге сенім бар да, халық. Сол үшін осы екеуін қатар алып жүру керекпіз ғой негізінде. Мен де алға жаса осы жақын арада қосамын жеке брендті дамытуды. Сондықтан негізінде өнімнің бренді де ол өте өзіндік бір үлкен кейс ретінде көмек береді. Негізінде сол өздеріңізді, мысалы, қазір бизнестеріңіз болса, сол бизнесті брендке айналдыруға жұмыс жасау керек. Ол бренд қалай қалыптасады? Адамдарда ол сенім пайда болады. Мысалы, сол нәрсені елестеткен кезде өзіндік бір тарихи сәттер, историялар дейді ғой. Өзіндік бір оқиғалар еске түседі, сол нәрсені еске алған кезде. Солай бір вирус қылып халықтың арасында танып жүру, сол өнімді қалыптастыруға көмектеседі. Оны масштабтау өте қиын, өте қиынға соғады. Неге өйткені ол, мысалы, болады нәрсем дегенді бірақ өйтіп, бірақ ол нені білдіріп тұр, қалай мағынасы түсініксіз. Немересінің аты, тұңғыш қызының, кенже қызының атын қойып қойды бізде ауылда. Бірақ негізінде ат қойғанның өзі керемет те ол жерде. Ат қойып тұр олар бірдеңе. Оның өзі бір нәтиже деп қарастыруға болады. Ал енді мысалы бар ма? Мысалы квартиралардың желісімен айналысады, бірақ ат қоймаған да оған. Бар ма мысалы? Оған ат қою керек те, сол арқылы мен айтып отырмын. Мысалы, Тәкеңдікін қазір қолға аламыз, бұйыртса рахында алып жатырмыз сол нелерді. Сұрақ қойсың ба, рұқсат болса? Ат қою үшін де мысалы қандай нелер бар, жолдар бар да, қандай мағынамен қойсақ таңдаудың жолдары. Компания бір ат қою керек та, қандай мағынамен қойсақ болады. Басын ойлағанбыз бір мағынамен қойсақ болады деп, мысалы қазақша сөзді ағылшыншаға деп қазақша аударсақ әдемі естіледі. Сол сияқты, сосын ойладық, адам атын қойсақ екен деп. Адамдарға негізінде оған былай жазылып қойған заң жоқ негізінде ат қоюға. Тек ол айтылу оңай болу керек.
сол стартап по Кавасаки деген кітапты айтады. Мен айтып кетсем ғой, бұл жерде тағы бір неменесі, сен немен айналысасың? Сен соны білдіріп тұру керек те. Сен естіген кезде, мысалы, сенің айналысатын беретін тауарыңның или көрсететін қызметіңнің атын сен соны көрсетіп тұру керек. Сонда сен ертең сол арқылы таралған кезде, мысалы, KFC, сразу ойлайсың, жаңағы неме тұратын, тауықпен неме ететін мысалы. Тағы да мысалы Sony десе, мысалы, уже электроника сататын нәрсе елестетесің. Сондықтан аттанғанда өте жаңағы оған немене келу керек. Бізде мысалы қазақ бизнес деп қазір алдық. Мысалы бәрі күледі, кейбір адамдар күледі. Ой, қазақтар қашан бизнес жасайды. Вот біз соны қазақ бизнесте көрсетіп, қазақтардың да бизнес жасай алатынын көрсетуіміз керек те. Вот қазақ бизнес, мысалы қазақтың жастары көп. Қазір Қазақстанда 18 миллион ғана халық бар. Жарайды біздің аздығымыз жарайды. А бірақ та соны біз тоже қалыптастырдық. Неге қазақтардан бизнесмендер шығып жатыр көптеген мысалы. Көптеген айтайық. Сол Ахметбек ағаны айтайық мысалы. Қуаныш Жонбайды айтайық. Жаңағы Қайрат Құдайбергеновті айтайық. Одан басқа да жаңағы Болат Тұтамұрат, олар жарайды енді жаңағы мұнайдың месторождение немелер алқын етіп отыр ғой. Forbes-тың журналында да бар мысалы олардың бәрі. Сол сияқты болу керек те, негізі атқа бірінші мықты көңіл бөлу керек. Атқа ең бірінші. Сен немен айналысады екенін біліп тұру керек. Так, өзіңіздің аудиторияңыз бар ғой мысалы айналаңызда? Ал сол публичный адам болғысы келмейтін адамдар не істейді? Жаңа өнімді брендке айналдырады да, өзінің кейсті. Өзінің жасаған. Өзін көрсетпей-ақ өнімді көрсетуге бола ма? Әрине. Өніміңізді көрсетіп, сол арқылы неме бренд жасауға болады. Өніміңіз көріне бастағаннан кейін өзіңіз-ақ көрінгіңіз келеді. Бізде болады, бізде мысалы спиннерге көп адам келеді. Прямой эфирге шықшы болып кеттік қой ақшаны. Басында тек спиннердің айналып отқан сүретін, артынан өзіміз сөйлеп шықты да. Спиннер жасаған біз деген сияқты. Бізде не дедіңіз өзім? Негізі біз басында халық біледі деп. басында біз ұялдық расында да, ол спиннер кішкентай ғана. Потом уже үлкен адамдар қолдап бізге жаңағы нетіп жатқаннан кейін ұялмай шығаруға болатын бұл нәрсені деп мысалы. Қалқаман Сарин ағамыз мысалы, бәрі кісілер біледі. Мырзатай Жолдасбеков, ол кісі өзі айтты, мұны тойбастарға, жаңағы көп нәрселерге салуға болады екен деп. Біз жаңағы осы арқылы, спиннер арқылы біраз өзімізге тәжірибе жинадық, қандай адамдарға шығу керек. И біздің немеміз бұл жерде 4 адам, төртінші Досан Қаумен деген бауырымыз бар. Осы идеяның авторы негізі. Олар қазір келеді. Осы тұғыр жаңағы қазақ бизнесінің тұғыр сабақтарында бізде бір-ақ адам ғана шығып, бір-ақ адам ғана айтпайды. Бізде көрдіңіздер жан-жақты қандай сұрақ керек сіздерге, сол сұрақтардың бәріне жауап беруге тырысатын боламыз. Жан-жақты. Мысалы мен өзімнің жаңағы кәсіп істеген бойынша, IT саласы бойынша, жаңағы сайт жасау, басқа салалар бойынша Исмаил бауырымыз, копирайтер, жаңағы бірнеше бизнесте жобалар жүргізген, жаңағы өмір жолдан соларды өткізген Салтанат бауырымыз, Досан Қаумен бауырымыз, ол болашақ программасымен шет елде оқып, және осы Қазақстанда шет елде қандай трендтер болады, соның бәрін алдын ала біліп отырып, сондай идеялар тастап отыратын адам. Сондықтан негізі жан-жақты болу керек те, бір ғана нәрсемен, жаңағы бір ғана тауармен. Мысалы жаңа айтып отыр ғой, оны жаңа Исмаил бауырымыздың сөзінен аңғаруға болады. Неге? Олар алғанда 4 жобамен бірақ заниматься етіп 4 адам 4 жаққа бөлініп кетті. Ол жерде жаңа рекламаны жасайтын адам бөлек болу керек. Ол рекламаны түсінетін адам бағытталу керек бір адам. Сол бренд қалыптастыру арқылы, мысалы, мына жақта технический немелерді жасап отырса, айшын бәрі решениесін жасап отырса, брендті қалыптастыру сол жағынан нету керек. Сондықтан да беретін нәрсе көп. Исмаил ағартай өзінің нетіп өсін, тағы да осылай неметіп отырамыз да, біріміз толықтырып отырамыз. Біреу айта алмай, жеткізе алмай жатқан нәрсені екінші адамымыз уже. Сіздерден де обратный связь болу керек, сіздер де айтып отырсыздар, мынандай жағдайымыз. Масштабтау жөнінде айтып жатық қой біз. Мысалы, ат қойдың, сол атты сен бүкіл халыққа таратың керек. Мысалы, мысалы біз жақында хостелдердің жобасын бастаймыз, сол ат қойып жатырмыз қазір, иә. Соған мысалы біз қазақ хостел деп ат қойдық дейік, иә. Мысалы, аласылайық. Ол Алматы қаласында бар қазақ хостел деген.
Ал Алматы қаласына келген қонақтардың көбісі біз оны реклама жасадық. Бүкіл Алматы біледі. Мысалы, бүкіл Алматы біледі, барлығы мысалы Алматыға келген қонақтардың барлығы қазақ хостелді іздейді. Өздеріңіз білесіздер, мысалы Қазақстанда ең көп сырттан келген адамдар көбінесе Астана, Алматы ғой бізде. Сонда ол мысалы ол кісі Алматыға келген кісі ол Шымкентке барған кезде де дәл сондай бір атауды іздейді. Бассыз қазіргі бизнесмендердің негізі көбісінің қазір деңгейлері жоғары бізде Қазақстанда. Олар іздейді, брендті қайсысы қалыптасты, қалай қалыптасты, қайсыны ел көп таниды, қандай мысалы рынок анализ жасаған кезде өзі байқап қалады. Мысалы хостелдер мысалы қандай хостелдің аты шығып тұр. Мысалы интернеттен іздейді, Алматы дейді, Астана дейді, сөйтсе қараса Алматыда бір хостел бірінші орынды бермей тұр да. Мысалы іздейді, ана жерге кіреді сол, мысалы Фейсбукқа кіреді сол, Яндекске кіріп іздейді тағы сол да. Сөйтіп ойлайды ол. Бүкіл халық соны іздеп жатыр, мысалы біздің қаладан да іздеп жатыр. Сонымен сол қаладағы мысалы ақшасы бар бір кәсіпкер шығады. Мен мына бизнесті өзіме бізде осы атты сатып алғымыз келеді дейді Шымкентте. Бізде Шымкентте сатып алғысы келді соны. Ол мысалы сізге тағы да бір пайда да. Мысалы сіз ананың өздеріңізден ана жерде келісімшартқа байланысты ғой, ол бір атты бір мезгіл сатып алады. Мысалы франшизасын сатып алып отыр ғой. Мысалы KFC-лерді не үшін сатып алып отыр Қазақстанда? Олар өйткені Ақшалама айтып кетсең болды ғой, как раз бар ғой балуан қыдырады. Мысалы көптеген KFC-лерді қалыптастырды. Қазақстанда барлық адамдар демалатын орындардың барлығында солардың нелері бар, франшизалары бар. Оның басшысы бір адам басқарып тұрған жоқ та. Мысалы ол орталықтан бір адам басқарып тұр. Сол кезде ол бірдеңе жасайтын тағы да бір идея жағынан тудырады да. Біз соған бұйыртса қазір сол бойынша жоспарларын құрып жатырмыз. Алғашқы потокты қабылдаймыз 25-нен бастап. Тағы да инвестиция тартуға. Бізде қазір мынаны қазір жолға қоюдамыз. Мысалы бізде қазіргі таңның өзінде бірнеше идеялар тастап жатыр осы курсқа жазылған кісілер. Біз солардың идеяларын алдағы уақытта үлкен инвесторлар, мысалы Қуаныш Шонбай, олармен де жолығып сөйлестік. Мысалы Мейірбек Жұмабеков танитын шығарсыздар, мысалы бизнеске қызығатындар бәрі таниды ғой. Сол инвесторларды отырғызамыз алдына. Осындай бір аудиторияға жинап, сол жерге презентация жасауға мүмкіндік береміз осы оқыған кісілерге. Яғни олар өздеріне инвестиция тарта алады. Және нетворкинг ең бастысы. Бизнес орта. Тағы да айтарым осы бизнеспен айналысам, бизнестің айналасында жүрем деген адамдардың барлығына бизнес орта табу алуға кеңес беремін. Өйткені ол өзінің тек командасының ішімен ғана шектелетін болса, ол бір күні өзінің мотивациясы сынады. Неге? Өйткені ол кезде сенде өзіңмен бірдей ортақ ойлайтындар жоқ та. Мысалы командада қандай атмосфера болу керек? Ол жерде жұмыс болу керек та. Өзара мотивация ол команданың ол бөлек. Мысалы бизнесті жүргізіп отырған адаммен команданың мотивациясы сәл бөлекше болады та. Сол үшін бизнес орта болу керек, ортақ ойлар. Мысалы сіздер қазір отырсыздар жандарыңызда. Өткенде мен Мирус Томашев деген бауырымыз бар. Мирус Деск деген осы менің қызығатын сала бойынша қазір жетістікке жеткен кісілердің бірі. Сол кісі айтады, сол кісі money-making деген тақырып бойынша, money-making, яғни ақша табу деген тақырып бойынша курс өткізді. Осындай семинар тренинг өткізді бір күндік, бір сағаттай болды. Соның өзінде менің миымды біраз десеге айналдырып тастады да. Айтады ол. Мысалы сіз осы жерде отырсыз, сіз осы жерде отырып, жаныңыздағы адамдар әңгімелесіп, сіз ақша табуыңыз болады дейді. Сіздер соны жасауларыңыз керек дейді. Мысалы сіз барлығыңыз бір-біріңізбен танысуларыңыз керек та осы жерде, бір-бірлеріңіздің контактілеріңізді алмасып. Өйткені керек болады, мына жерде барлығыңыз әртүрлі саладан жиналып отырсыздар. Мына жақта IT саласының жігіттері, мысалы мобильный разработкамен айналысатындар отыр да. Мына жақта копирайтерлер деген сияқты, не танитын. Сондықтан өздеріңізбен өзара танысып, немен айналысатындарын сұрап алыңыздар, өйткені бір-бірлеріңіз үшін клиентсіздер, ең бастысы. Сол жағынан нетворкинг өте жақсы нәрсе. Келесіз. Біздің қазір енді Талғат ағамызға осы қазақ бизнес групптың басын ұйымдастырып ұйытқысып отырған ағамызға сөз берейін. Әке, өзіңіз курс жөнінде бір-екі ауыз айтып жүрсеңіз. Пост жазып жатсыз ғой деймін. Сразу пост деп айтмағын, демекші мен кезінде Instagram, Facebook деген білмедім. Менде Instagramда даже қанша бір 20-25 қана подписчигім болған шығар, может 30. Содан кейін ол жерде GGG деп көрдім. Ойлап қойым. Оны еще өзімде құралған жоқ, оны бауырларым құрып берді, бір осылай GGG деп. Жарайды, Instagram неме ол Instagram деп. Содан кейін осыдан былтыр бір шу болған, былтыр емес, оның алдыңғы жылы. Скорый помощьті жібермей қойдым да машинамен.
сол кезде біраз адамдар таныды. Сол кезде менің просмотрларым, в общем, бәленбай 100 мыңға сондай болып кетті. Сол кезде келіп телевизорден жаңағы неме алған, сол кезде жаңағы Инстаграм сол кезде қызықтым да, сол кезде аштырттым. Оны ертең өзім мастер-классым болып отқан кезде айтам, 24 күні біздің мастер-класс болады. Бұл жерде жаңағы тур курсын айтып жатыр, жаңағы спиннер жайлы айтып жатыр. Біз спиннерге қалай инвестиция тарттық. Осы жерде бізге инвестиция берген адам да отыр орталарыңызда. Алтынбек тұрып қойшы онына. Бізге 300 инвестиция берді, біз әлі жаңағы немесін ақшасын беріп жатырмыз, алла өтсе алдағы уақытта беріп тастаймыз. Қалай инвестиция тарту керек екенін өткіздік бастан, живой түрде. Содан кейін барып команданы қалай құру керек екенін, тоже оны көрдіңіздер өздеріңіз. Мен оны қалай түсіндім команда құру жайында? Команда құру жайында мен бизнес бастауға 10 бас болған кезде түсіндім. Оны неге? Оның алдында жалғыз өзім істеп жүргенде жұмыстардың бәрін, жалғыз өзім істеп жүргеннен кейін білмейді екенмін. Командамен істесең, делегировать етуге болады. Бір адам командамен көп жұмысты атқарып тастауға болады екенде. Бизнес бастауда 10 басы болдым. 10 басы болғаннан кезде жаңағы бізде Оразхан, Бөрі деген балалар болды. Сразу екінші мойкамыз ашылды, мысалы, делегировать етудің арқасында. Жаңағы мен интернетті аса білмедім де, соның жаңағы Бөрі деген бауырымыз екінші мойканың тауып алып келді рекламасын, сол арқылы жаңағы екінші мойканы аштық. Соң бампер болды, жүйелі түрде делегировать етіп, видеосын түсіріп, оны ойнатып, Қазақстанға тараттық. Бірақ сіздерге айтатын әрбір кәсіпкер, келген кәсіпкер өзінің басынан өткізбегенше, ол жаңағы теория жүзінде, мысалы айтады ғой, бәрі ойбай бизнес баста оп оңай ол, бизнес баста кетесің, супер болып кетесің, ақша тауып кетесің деп. Ондай емес, ондай емес. Бизнес бастау жаңағы поэтапында қиын нәрсе, даже жаңағы инвестор болудың өзі де қиын нәрсе. Ол ақшаны қайта ма, қайтпай ма ертең, ол сенімді адамға. Жаңа Исмаил байымыз көп нәрселерді айтып кетті. Маркетинг жағынан, сайт жасау, қалай соның барлығы жағынан. Өзіңді жаңағы жарнама жасау жағынан, бренд қылып, өзіңді қалыптастыру жағынан. Қазір мен қарасаңыздар, уже Талғат Сақанов өз атын тұр. Қазір бизнес молодость оқып жатырмын еще. Соны салып отырам, бизнес бастауда оқығанын салып отырмын. Фейсбукке бөлісіп отыратын болдым. Тоже маған дос болып нетіп қойсаңыздар болады айтпақшы. Подписчиктер жинап алайық сразу. Жазып достар ойын, рахмет. Сіз вообще орныңыздан тұрып қойыңызшы. Атыңыз кім? Жәмила. Бизнес бастауда оқыдыңыз, иә? Молодец. 19 жағында. Тұрыңыз. Не ғой, қазір немен айналысасыз? Әзір ештеңемен айналыспаймын. Неге осындайлар жібермейсіз? Мысалы, қараймын, сіз постоянно келіп, жүгіріп, жан-жақты іздеп жүресіз. Бизнес бастауға неге келдіңіз мысалы? Мен жолдасым тіс жасайды, керамика. Сол жолдасымның бизнесін дамытайын деп келдім. Жолдасыңыздың бизнесі, иә? Өзіңіз бүгін кәсіп жасап көріп пе? Мектепте мұғалім болғанмын. Мұғалімсіз, иә? Бұл кісіге қол шапалақтап қойып болса, осылай жүгіріп, бизнесте, жастар, қаншама жастар қазір расында да Инстаграмда отырамыз қазір сөзіміз. Күйеуіңізге тіс жасайтын бір арасында адамдар тауып кетуі мүмкін ғой. Дұрыс па? Жаңа сіз реклама жасау жағынан. Сондықтан еще бұл кісі мұғалімсіз, әлі мұғалімсіз ба? Жоқ, қазір. Қазір үйде отырсыз ба? Бала тәрбиесінде. Бала неше балаңыз бар? Екі бала? Молодецсіз. Соны неге сұрап жатырмыз, иә? Любой бизнеске келген, біз мына неге неттім? Мен БМ-ға айтып тұрмыз ғой, бизнес молодостың адамдарды сөйлетіп, үйретуіміз керек те, бізге залмен контакт болу керек. Неге? Өйткені әр адам бір тұрды, өзін айтты, уже жаңағы айтып отырмыз ғой, өзіңнің тұлға ретінде қалыптастырып, соның бренд ретінде. Сіз уже яң шақтық барда сізде неге? Өйткені айтасыз, мен бренд қалыптастырайын жарайды. Мен бірақ көрмей қойсын адамдар дейсіз. Өйткені бизнесмен деген любой жерге кіретін, любой нәрсе, болмайтын нәрсені болдыратын адам. Неге? Біз мысалы, спиннер туралы, экспо спиннері туралы, біздің спиннер келгенше экспо басталып кетті. Заявкалар қабылдау бәрі өтіп кетті. Содан кейін біз бардық та Астанаға, даже қанша досанның бір таныстары бәленбай миллион ақша берген екен, жаңағы өздерінің заттарын кіргізу үшін. Олар болды, экспоға кіргізу үшін.
оларды қабылдамай қойды. Бірақ та біздің мына бизнесіміз жарнама, біздің товарымыз кемей жатып жүріп жатты да, содан біз барып көрсетіп, бастықтарына кіріп, кабинет, содан айтып едік, мынан біздің идея міне мынандай адамдар қолдап жатыр, мынандай адамдар қолдап жатыр деп едік. Бізді соған кіргізді де, біз ешкімге де ешқандай ақша да берген жоқпыз. Сондықтан қайтпаңыз ешқашан. Жаңағы күйеуіңіз сіздің брендіңіз, күйеуіңіз, дұрыс па? Сол кісіні ары қаратай, өйткені рас, мысалы мен неге бұны айтып жатырмын. Қазір қарасақ, мен бизнес молодость оқып жатырмын деп тұрмын ғой, орыстардың арасында, услуга көрсетті мысалы, детский праздники дейді мысалы, болмайтын біздің қазақтың менталитетіне келмейтін заттардан ақша тауып отыр қарасақ, солардың өздері. Содан кейін тағы көп нәрселер мысалы, ивент агентстволар дейді, сол орыс ортаға барып үйреніп отырмын да, потом туризм жаңағы, содан кейін сондай көп нәрселер бар да, соны жаңағы бізге немеге курсқа келген кезде түсіндіріп айтатын боламыз. И бізде мынандай, сізде кәсіпкер келген кезде ол өз ізденгіш болу керек те, не өз ізденгіш болу керек. Содан кейін келдіңіз, бастадыңыз, оқыдыңыз. Біз алып мысалы мектепте де математика, басқа сабақтар жаңағы керек болмаса да, адамның қызығушылығы болмаса да, оған алады да бәрін үйретеді. Адамның миы одан нет келеді. А біздің курсқа ерекшелігі басқа курстардан. Сіз келдіңіз, мысалы сіз айтасыз, мен күйеуімді дамытқым келеді. Давай, Талғат, осы салада мен жұмыс істегім келеді, болды. Сізге онда сайт керек пе? Біздің команда зерттеп көреміз. Сайтыңызды жасау, егер сізге сайт керек болса, сайт жасаймыз. Мысалы, онда жасағанда қалай? Сізге айтамыз, міне мына жерде сайт жасау болады, мынандай тегін алаңдар бар, осы жерден жасаңыз. Сіз өзіңіз жасағаннан кейін оны отырып, өйткені сізде қызығушылық бар. Неге қызығушылық бар? Сіз күйеуіңізді ары қаратай дамытып, соның арқасында ақша тауып, жаңағы болашағыңызды асырағыңыз келеді, дұрыс па? И жастар да бар, мысалы, сол сияқты араларыңызда. Өзінің бір ойлап жүрген кәсібі бар, соны келіп, ол даже сіздер айттыңыз ғой, минусқа келеді, анау деп айтып жатады, любой кәсіпкер бір-екі рет құлап тұрған кәсіпкерлер бар. Сіз соны өзіңіз ойыңыздан өткізіп, содан кейін істесеңіз, сонда сізде результат болады, по-любому. Мына қазақ спиннер сияқты мысалы бізде. Қазір минусқа кетсек те, біз осы арқылы көп деген мағлұматтар, жаңағы адамдармен қалай жұмыс істеу керек екені, мен бұрын мысалы жалғыз жұмыс істеп нетворкинг мысалы, қалай жалғыз жұмыс істеп жүрсем, енді қазір командамен қалай жұмыс істеу керек, сол жағы барлығын осы жерден береміз де, осы жерден. Түсіндіңіздер ме? И адамдардың басын қатырмаймыз. Сен мынаны үйреніп кел, сен ананы үйреніп кел, мынандай жаса, бұл может сенің бизнесіңе керек болуы мүмкін, или керек болмауы мүмкін. Соны бірге ИП ашу, ТО ашу, уже мамандардың бәрін ана жолы Салтанаттың немесі өтті, мастер-класс көрдіңіздер. Енді Исмаил бауырымыздікі вторник күні, 24 күні менің неменеміз тұғыр немесі бастар алдында сабағымыз, курсымыз. Соның алдында мен көтеді 24 күні. Осы келсеңіздер болады. Бұл жерде өте қызықты материалдар біраз жинап жатырмын. Сонда келсеңіздер болады. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Бұл сіз отыра беріңіз, мен сіз жылақтың келгеніз біраз. Қазір қалай? Қазір эмоция барларын жылап бармай болады. Жоқ, біздікі негізі мына БФ-ны оқып жатырмыз деп тұрмыз ғой. Петр мен Михаил Лашкеев екеуінікі непосредственно адамдармен орталарыңыздан тұрғызып, соның өмір жолындағы жаңағы тәжірибелерін арқылы адамдар өзіне түйіп отырады тоже. Мен мынаны Күчкөге оқытып жатқан. Жоқ, ол оқытпайды екен, ол құрбы ұйымдастырып берді. Бірақ өзін айтады. Ол жерде тағы бір немесі орыстарды қалай? Орыстар команданы сатады. Мысалы, жаңағы жетекші болып келді ма, волонтерлар жүр, волонтерлардың өзін Күчкөге ең арзан 40 мыңнан мысалы, бастысы 90 мың теңгеден сатады. Өйткені спрос бар болған. Неге? Қазіргі нарыққа өткен заманда жаңағы бизнесті енді ғана біз Қазақстанда бизнес жасауға мүмкіндік өте жоғары. Неге? Өйткені енді ғана біз жастар енді ғана бет бұрып келе жатырмыз соған. Советтік немеден өттік те кезеңнен. Енді қазір капитализм заманы дәуірін өткеннен кейін қазір енді ғана бет бұрып келе жатырмыз. Шет елдердікі, мысалға айтайық, Брайан Трейси, Джек Ма, көп нелер, олар қалай бай болды мысалы. Соны алатын болсақ, олар біздің қазақтың менталитетіне келмейді. Қуаныш Шонбай да қазір
ертең воскресенье күні сол туралы жаңағы неме өткізгелі жатыр да. Біз қазақтар расында да жалқау еріншектік болып келе жатырмыз. Мысалы, қазіргі орыстарды айтатын болсақ, БМда оларда задание берді саған. Бұл қоя береді, қалай орындайсың, сен орында келуің керек болды. Орында келмедің бе, сені шығарамыз дейді. Ол жерде тәртіп бар да, көрдіңіздер ме? А біз қазақтарда жүр, былай істеші, анау мынаны істе деп жүреміз. Олай болмау керек екен. Сонда адам өзі ағырақтай развивать етіледі де. Мен қазір ол жерде тоже 10 басы болдым. Қазір бізде 10-лықпен жиналыс болып жатыр мысалы. Мен 10 басы болып бизнес бастаудағылай өзімше былай істейік деп андарға неткізім жесі жоқ. 10-лығың бар, 10-лығыңмен істе өзің деп мысалы. Сонда сендер тез ұғасыңдар дейді. Соны айтқымыз келген, соны соны біраз жаңа уже іспен көрсетіп кету керек. Ол негізі бизнес деген еңбек қой, еңбектің арқасында ғана көтерілуге болады. Мысалы керемет қой, мысалы көрдіңіздер ме? Содан кейін көбіне көп тағы да бір біздің нетпейтініміз. Инвесторға барған кезде мына 10 миллион теңгенің 1 миллион теңге сіздің айлығыңыз. Инвестор 10 миллион теңгені беру үшін сізге мысалы 1 сағат құрту мүмкін, немесе ойланам анау деп 1 апта құрту мүмкін да. Саған инвестор болу үшін, ақшасын беру үшін да. Сен үйден звонок күтіп отырасың, ана қашан звондайды екен деген сияқты. Ол мысалы 1 аптадан кейін звондады. Саған 10 миллион берді. Ары қарай кім пахать етеді? Инвестор 1 апта ғана басын қатырды, сен енді ана бизнесті өсіру үшін ары қарай жұмыс істейтін сен, бала шағаны қойып, мысалы 24 сағат аптасына 7 күн жұмыс істеп сен жүресің. Инвесторға барған кезде ашық айту керек та, мысалы мен де сен емес, негізінен идеяны әкеліп тұрған мысалы инвестор, менмін басты инвестор. Мысалы соны өзің ішіңнен білу керек та. Соны бір ашық айтасың, 9 миллионы менің жобама кетеді, мына 1 миллион менің айлығым. Ертең мен мынаны пахать етіп жұмыс істеген бала шағама, немесе отбасыма, өзімнің қажеттіліктеріне бірдеме керек қой мысалы да. Ашық прозрачно, мысалы өзіңнің айлығыңды белгілеп қойсың. Бизнесте де солай, мысалы білесіздер, өзіңнің айлығың болады мысалы. Айына 100 миллион табатын болсаң, оның ішінде бір 5 миллион сен өзің айлығың күнделікті оны алып отырасың, қалғанын оборотқа жіберіп отырасың деген секілді. Біздің модель жалпы түсінікті ғой да. Идеядан кейін команда инвестиция. Енді бұл жерде мынандай сұрақ туындайды. Жаңағыдай бизнес бастаудан айырмашылығы не, қандай құралдарды үйретесің? Біз ешқандай құралды үйретпейміз. Біз құралда қандай құрал керек екен жаңа айтқан. Мысалы бір бизнеске сайт керек емес менде. Инстаграм керек. Мысалы Қазақстанда 80 канал бар бизнес жасайтын мысалы. 8 канал емес, 80 канал бар. 80 канал арқылы реклама жасауға болады, онлайн, офлайн. Соны саралап береміз. Мысалы Заманбек мысалы бір идеясы болса, соның ішінде мен саған не 15 жарайды, давай осымен бас. Енді ол қалай басады? Заманбек қандай? Ауылдан келген қара сирақ бала. Жаңағы ноутбукты қосып өшіруді ғана біледі, допустим, да? Енді не істейді? Мына идеясы қалай жүзеге асырып? Мысалы сұрақ туындайды да, енді сіздер үйретпейсіздер, мен не істеймін? Сенде не бар? Ақша бар. Ақшаң болса бәрі шешуге болады. Дұрыс па? Ақшаң болса, ал өзің жасай алатын болсаң, интернетте мына көптеген тренингтердағы нәрселер бар ғой, мысалы, тегін толып тұр, мен сіздерге гарантия беремін. Тегін толып тұр кәдімгідей. Сол тренингтерден де артық кәдімгідей толып тұр. Соның барлығын біз береміз мысалы. Саған лендинг керек пе? 1 сағатта лендинг жасап алудың мысалы сабақтарын дейін. Неше сияқты мастерлердің сабақтарын, үлкен платформалар, неше оңай. Соны береміз. Егер жасай алсаң, жасайсың. Соны әкелесің, бізде аналитиктер болады. Сен идеяң жұмыс жасай ма, жасамай ма, сайтың істей ма, істемей ма, оны тексеріп беріп отырады. Болады, болмайды мысалы. Ал екінші, біз және басқа адамдар болады. Жолдас болады мысалы да. Енді қараңыз, енді егер де ол жасай алмайды да, мысалы, үйретті мысалы, жасай алмайды. Енді не істейді? Жаңағы 10 миллион теңгені не істейді? Мысалы, сайт жасау үшін мықты бір сайт керек та, мысалы, бизнесіне. Пожалуйста, Исмаил сияқты адамға 150 мың теңгесін автор сайт жасап болды. 15 канал, Инстаграм керек па? Бар, Инстаграм раскрутка жасайтындар жетіп отыр. Дұрыс қой, ә? Мысалы, 50 мың теңгесін бер, бол. Бизнес модель, жоспар, мысалы, сен бизнестің сыртында жүрсің. Мынау сенің бизнесің, сен мына жерде тұрасың, осы бизнесіңде былай айтқанда, сенің бас қатыруың тек жоспар құру да. Командаң жұмыс жасап жатыр. Командаға айлық төлеу, соны жүргізу, былай айтқанда, сенікі тек идеялармен жұмыс жасау. Басында келе қалған деген, конечно, олай бола қоймайды. Бірақ солай болатын жолдардың бәрін көрсетіп береді. Курсты бітіріп шыққаннан кейін, мысалы, табыс таппағанның өзінде, мысалы, осындай контент, мысалы, осындай білім алып шыққан, вау деп кететініне мен курстағы адамдар сенемін. Жалпы модель осындай түсінікті ғой да. Просто қай құрал керек емес, осы жасай алмайсың ба, жасайтын адамдар тауып береміз. Ақша жоқ па, ақшаны тауып береміз. Ақшаны қалай табудың бір фишкасын айтайын, өткенде айттым. Инвестор керек саған. Аласың да соткаңды шұқылайсың. Соткаңда мысалы қанша көптеген контактілер бар да,
соның ішінен ең мына шустресі мысалы Айбек, Айдар сияқты мысалы да шустрый кішкене таныстары көп деген мысалға айтып отырмын, одан да көп адамды аламын. 10 адамды аласың, мысалы осы 10 адамға звондайсың. Осылай менің идеям бар, маған 10 миллион керек. Сен жындысың ба, сен қайдан мен 10 миллион табамын саған деп айтады, дұрыс па? Соны айтамын, Айбек сен деген мықты жігітсің, таныстарың көп. Мысалы Шымкенттенсің деген сияқты сөйлесіп та мысалы. Соны айтасың сен кейін. Сенің енді ана біреудің нағашың сені миллионер деп естідім. Короче, бір 5 адамның маған контактысын бере аласың ба? Сенің атыңнан звондайды осындай идеям көріп тұрсың, енді осындай дос болып жүр деген сияқты. Сол айтасың, Айбек саған 5 номер беремін. Мысалы 5-еу бермесе де 1-2-еу беруі мүмкін. Мысалы 10 адамға сөйтіп звондайсың, 10 адам мысалы 5-5-те берді дегеннің өзінде мысалы сенде 50 уже инвестордың несі шығады, контактысы. Дұрыс па? Ал сен дейді да, мына успех дейді да, это количество попыток деген сөз бар да. Түсінікті ғой да, ары қарай тақырып қойды. Сол осы 50 адамға барып шықшы бар ғой, гарантия 80% гарантия бар. Осы 50 адамның біреуі саған бар, 10 миллион береді. Миллионерлердің ішінде де динозавр бар. Жалпы осы мен түсіндіратыным өзім. Эмоциясы мықты кәдімгідей да, ой мен керемет боламын, халыққа жауап. Мына үлкен ақын жазушылардың эмоциясын білесіздер ғой. Адам менсінбеді ғой ақын жазушылар. Эмоцияның соңында ең мықты, ең керемет жазушы. Сол оларды соған жеткізеді. Сол айтайын деген. Енді біз өткен мастер-класста сияқты қазір бір ойын ойнатайық. Исмаил ойнатады, кімге түседі, тіркелген сан бойынша сол адам бізде тегін оқуға мүмкіндік болса. Сұрақ дейсіз. Дұрыс сұрақ болса көш. Дұрыс сұрақ болса. Барлығының номері бар ма? Реттік номерлерді. Исмаил ағам айтып сұрақ қойшы. Айтың мамасы ғой сіз. Мен өз бизнес басында оқығам 20 жағында. Сондықтан бізге платформаны үйретті. Лендинг пейджді. Енді мен содан жетік білем деп айтсам да болады. Жетік үйреніп 100% уже жақындап келдім. Енді сұрақ, енді ол лендинг пейдж қой, сайт емес. Сен программистсіз. Енді мен сұрақ қой, жаңа бірінші сабақтың басында айттыңыз, сонымен өнім жасап, сатып, ашықтап отырсыз да. Енді сұрақ мынада. Сол лендинг пейджпен басқа компания сайт ашып беріп, әлде басқа компания рекламалық жүргізіп беруге әлде сондай жасау бола ма? Мысалы қара, сен лендинг пейдж деген ол функционал қатты көп нәрсе емес ол. Мысалы ол жерде сен өзіңнің брендing туралы мәлімет бердің, контакты даның бар, сол жерде өзіндік бір кімге сатып алсың, соларға ыңғайлап архитектура құрдың. Егер ол мысалы сен продвигать етіп отқан адамның товарын сатып тұрсаң, ол проблема емес, шығып рынокқа өзін ұсына беруге болады ол кезде. Жақсы. Қазір мастер-класстан кейін қалып, тағы да дұрыстап сөйлесейік, жарай ма? Қосымша сұрақ. Уақыт азлап тұрды, жарты сағат. Үлкен адамдар бұл жерде ыстық, сондықтан бір жағынан уақыт алмай, кеш болды, бұзау, сиырлы жақсы, онда ойнатайық та, ана программа бойынша анықтайды Исмаил, енді бұл жерде әділ болады. Тізімді бере салыңыздар. Кінәларыңыз болса, сол ренжісеңіздер, программаға ренжісеңіздер. Енді мен бизнес бастауға тайынша, бірақ енді есім Арман Бердіқалиұлы. Бәріміз сол бизнес бастауда, бірақ қазір басқа да кәсіптерді жалғастырып неғып жатыр. Енді бизнес бастауда мен эксперт тобы болып танылғам, оны білесіздер, бизнес бастауда. Бірақ қазір біз Қытаймен сол экспертін жалғасып жатыр, Қытайдан тауар алып келіп жатыр. Бірақ алдағы уақытта үлкен бір жақсы жаңалығым бар. Ол жаңалық мынау жібек жолын жаңғырту деген тақырып бойынша, мысалы Қытайдан тауар алып келуді үйретеміз, немесе Қытайға да тауар шығару. Болмаса тек қана Қытай емес, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, Түркиядан, жалпы мысалы сауданың жібек жолының қадір қасиетін түсіндіруге тырысамын мысалы. Мираста 16 қарашада сағат 6-та болады. Ол жақта үлкен жобалар, үлкен сұрақтарға жауап беріледі. Мына жігіттермен шыны керек өте жақсы қарым-қатынасымыз. Қуаныштымын, осында жігіттер бастап, үлкен істерің ары қарай жылжа берсін, сәттіліктер қана. Рахмет барлықтарыңызға. Мен бизнес идеям бар, конечно. Осы курсқа келгенде айтам, жалғас осы курста оқимын.